Айтамыз. Бәрін айту керек болып тұр соны. Мен нормально болып тұрмын ба? Берік пен Шоқай сөйлемейді деп айта алмаймын. Шапалақтай көрінді, естілмейтін де ғой. Қызық, естественно ғой. Айтамын, халық адамдар қарап отыр. Давай. Ата ойын сұрақ қойып. Көрермендерден бір сұрақ қосылып тұр, болды, нормально да, сөйлесе береміз. Солай ма? Так, ассалаумағалейкум, құрметті. Мұнда сөйлеймін да, қайтан бастаймын да. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ал біздің жаңа бастамамыз Дос подкаст. Бізде қонақта. Бізде мінерде қазір емін-еркін сұрақ жауап немесе бағанағыдай әңгіме, жақсы әңгіме өрбиді деген ойдамыз. Ал жігіттер, қош келдіңдер. Неде бізде бұрынғы МФК Атыраудың ойыншылары, бірінші түлектері Мадиев Нұрсұлтан бауырымыз және де Жұмахмет Ажымхан. Қош келдіңдер жігіттер. Қазір бір команданың, біреу Ембімұнайгаз, біреу KPI командасының ойыншылары, жай ғана ойыншылар емес, белді ойыншылары өте жақсы деңгейде ойнайтын, әлі күнге дейін өздерінің планкілерін ұстап жатыр. Біз дейтін бұрын мен өзім 3-ші лигада жүргенде осы жігіттердің ойынын көріп жүрдім. Мен қазір алаң қалаумен вышкеде ойнап жүріп, бәріміз әлі ойнап жүр жігіттер, бір планканы ұстап. Енді аяқтарын талмасын жігіттер, қош келдіңдер. Алғашқы подкасттың қонағысыңдар. Енді өздерің жөнінде таныстырып айта кетсеңдер. Мади, өзіңнен бастайық. Мен ассалаумағалейкум. Дады осылай сыйлап, не істеп шақырып отқаныңа рахмет көп. Енді подкастты келі былай енді ондай не жоқ қой Атырауда, ондай әлі дамымаған. Өзім есімім Мадиев Нұрсұлтан болады. Атыраудың қаласында осы дүниеге келіп, осында енді футбол, ол кезде мини-футбол дейтін болған жоқ қой Атырауда. Енді күні кеше 21-ден бастап қойды, 21-ден бастап. 20-дан ғой примерно. 20-дан бастап, оған дейін үлкен футбол ойнап сөйтіп келіп, сол футзалда да ойнадық, көрдік бәрін. Аллаға шүкір. Қош келіп отырсың. Көп рахмет. Бір сөзімізді кетпей келіп отқанға. Жалпы өзің қай жердің тумасың Атырауда? Қай жерде тұрасың? Өзім Атырау қаласында Гайдар дейтін не бар. Гайдар? Иә, Гайдар дейтін жер бар. Жылғарыдық примерно. Жылғарыдық қой, не Анапызға қарай. В общем, местный жігіттер. Қаланыкі. Келесі, Ажымхан өзің бір сөйлесің. Ассалаумағалейкум жігіттер. Ең алдымен рахмет. Осылай сыйлап, құрметтеп шақырып жатқандарыңа, бағадай құрмет көрсетіп, беделді ойыншылары деп сондай атақ беріп жатқанға рахмет. Алла тағала береке берсін осы жақсы бастамаңа. Енді осыған дейін бір айтып жүрдің, осылай істесем қалай болады деп. Мен де енді кішкене идеям тастадым. Сол енді үйлесіп кетсін ары қарай, тек жалғасын таба берсін, көрермендер көп болсын. Мен Жұмахмет Ажымхан, осы Атырау қаласының Дамба, Жамбыл деген жердің тумасымын. Ауылдық жерден шықтық. Біздер енді Атырау командасы, футзальный командасы ашылғанда бірінші сала болып, жекеменшік болып құрылды. 2019-ның аяғында, по-моему, олар кубокқа қатысты. Сол кезде болған жоқпын. Содан кейін Битау деген тренер келді. Отбор жасап, 20-30 шақты бала болды ау деймін. Сол кезде ішінен мен, Есенез Талап ағамыз бар, және Амандосов Жақсылық деген бауырымыз бар. Сол үшеуміз ең алғаш осы мен қазақтардан сол командаға түстік. Енді ары қарай бразильцтер болды. Ол кезде енді ауылдан шыққасын, онда көрмегесін өте қызық кездер болып басталды. Солай басталды. Одан кейін карантин болды. Содан кейін Нұрсұлтандар келді. Келіп қосылып. Ол жөнінде толығырақ қазір сұрақ жауаптың кезінде айтамыз. Ашығын ашылып, ол жағында МФК Атырау жалпы қалай болғаны, қандай ситуациялар болғаны, қандай жағдайлар болғаны, оның бәрін сұрақ кезінде айтамыз. Жалпы қазір менде бірінші алғашқы сұрақ, енді ең бірінші түптен бастайды футбол, футзал деген нәрсе, ол ең бірінші структура болмаса, академия болмаса, кішкентай балдарға көңіл бөлінбесе, детский футбол дамымаса, үлкен футболдан хайыр болмайды шынына келгенде. Ең бірінші түбірі, ар жағында тамыры ол детский футбол, яғни кішкентай балалардың футболы. Инфрақұрылым. Енді біздің қазіргі өңірімізде, Атырауымызда жалпы, енді Қазақстанды алмай қой, жалғыз өзіміздің Атырауымызды алайық, сол жерде біздің детский футбол, мына кішкентай балаларымызға көңіл қалай болып жатыр, жалпы детский футбол жөнінде қандай да бір жағдайда қазір? Жалпы детский футбол жөнінде, балалардың футбол жөнінде қандай хабардасыздар?
жалпы енді өзім МФК-лердің алдында тренер болдым ғой, детский юношескийде тренер болдым, 2 жылдай жұмыс жасадым, балдармен жұмыс жасап көрдім, ФЦ-да болдым ғой, академияда. Енді ол кезден қазіргі кез салыстырғанда енді өте айырмашылығы өте көп та. Қазір банағыдай ол кезде мысалы частный командалар жоқ болды ол кезде. Қазір әйтеуір үкіметтен, неден әйтеуір кіші бана кәсіп қой, енді ол да адамның кәсібі жақсы көреді. Мысалы өзіңде МФК дос ашып жатсың, мысалы қалада Бейбарыс дейтін бар бұрыннан, Аякс дейтін бар, Жұлдыз дейтін бар, ана неден ашып жатқан көп қой қазір. Сала бар, Сала бар еще, салада әйтеуір танымал дейтіндер әйтеуір былай естіп жүрген, көріп жүрген интернеттен бәрін дамытып жатыр ғой сонымен. Енді жақсы деңгейде де ойлаймын енді қазіргі балдарға, мысалы условия жасалып жатыр ғой каждыйына, мысалы қазір мысалы поля десем поля бар, мысалы кезіндегідей емес, мысалы қазір кішкентай балдарға условия бар, уже көзқарас дейтін бөлек қой қазір балдарға. Бұрын дейтін мысалы футзалға біз дейтін келсек, сіздер енді үлкен футболдан келдіңіз ғой, қазір балдар сразу футзалға келеді, сразу да, өз понимание бар да, тактика білет, сразу біз бұрында бейбегей деген сияқты ғой. Бейбегей мен топырақта, қазіргі балдарға енді футзалға келген дұрыс деп ойлаймын өз басым. Футзал енді мысалы, мысалы қатты дамып жатыр. Именно Қазақстанда ондай қатты дамып жатқан жоқ, оны ашығына келгенде жақсы болғанымен де қазіргі поколение слабый ғой. Қазақстанның оны жасыратын ештеңесі жоқ. Кетті легионерлер, өзі қатты дейтін, мысалы Димаштар кетті, мысалы Есенамановтар кетті, Нұрғожиндар кетті. Олардың басатын бірде-бір жоқ қой Қазақстанда жастар. Евроға шалмай қалдық. Соны айтамын, мысал келтіретін болсақ, Евроға шалмай қалдық. Оның өзі Қазақстанға былай қарасаң. Смена поколения. Смена поколения болмай қалды да, ол неден? Астымызда өсіп жатқан жастар жоқ та, олардың ол бана сол айтылғандай, менің ойымша сол бана түптегі банағы тамырға көп көңіл бөлінбей алған сияқты кезінде. Ол былай ғой, мысалы менің өзімнің мнением, например, үлкен компаниялар қазір любительский неше түрлі турнирлер болады ғой, бірақ көп компаниялар, мысалы Құлсары жақтан бар, Атыраудан бар, үлкен компаниялар бар, өзінің атағын шығарғысы келеді. Менің мысалы мнением, мен даже кейбір компаниялардың басшыларына өзім сөйтіп айттым. Алып келеді да, например, за рубежом күшті игроктарды алып келеді бір турнирге да, бана нормально ақша кетіп қалады. Неге сол ақшаны инфраструктураға салмасқа деймін да. Бір зал салда, 2 тренер ал, оқыт, сосын ол 2 тренер сенің басқа тренерлеріңді оқытады, сен балдарды өсір. Қазір көп қой енді қалада, сен де ашып жатсың, мысалы көп МФК дос бар, мысалы қазір лучший поколение менің ойымша Мақат. Мақат олар, мысалы Шара бар, жақсылық бар, олар Ануар бар, олар сол футзалға вникать етіп кеткен, оның балдары да қазір топ. Мен мысалы қазір 5 жылдықта көремін да олардың балдарын өте жоғары деңгейде ойнайтын, жақсылық. Онда енді Мақатта былай қарап тұрсаң U13, U17, U19 бар сияқты да, барлық возрастта бар сияқты Мақаттан. Сол банағыдай, сол Құлсары жақтардан неге сондай етіп ашпас? Қазір енді жігер ашты ғой. Например, мысалы Мако бар үлкен фирма да. Ол ақшаны, например, алып келіп, сен ана игрокқа беріп, мына игрокқа бергені ол жақсы, сол турнирде орын алса алады, орын алмаса қалады да. А сен балаңды өсіресің, ертең сен сол балаңның жоқ дегенде, мысалы 30-40 бала тәрбиелейсің, ішінен жоқ дегенде, мысалы 5-6-ы ойнайды чемпионат Қазақстанда. Клубтарда Қайратқа кетіп қалса да жақсы, например, Аят бар, жақсы школалары. Қазір енді конкретно школасы дегенде Қайрат қой номер 1. Сол школаға түсіп кетсе, ертең сенің балаң, например, айтып жүреді да, мысалы МФК достың баласы мынау бар ғой, любой турнирде өзің ойната аласың деген сияқты бар ғой. Саған ол мысалы жақсылық түсінетін адам болса, ол саған келіп айтады, Айдын саған мен былай да ойнап беремін ғой, сен өсірдің ғой деген сияқты бар ғой. Менің түсінігімде сондай. Ол қазір анаған ақша құртып, мынаған ақша құрта бергеннен, лучше мынандай кезінен местный балдарды тәрбиелей берген дұрыс. Өте дұрыс. Бұл жерде енді қазір біз алатын болсақ, Мақаттың футзалынан шыққан Шарапиденов Ерасыл бар ғой, Вратар. Екінші вратар ма қазір Қайратта? Қайрат үшіншісі ғой. Екінші вратар. Пример тұрады. Соның өзі пример ғой негізі. Кішкентайынан өсірді. Өзінің ағайына қарсы ойнап отыр ғой. Былай қарап тұрсаң, жақсылықтардан бірге қарсы ойнады ғой. Қарсы ойнады. Кімге? U20 стадионда қарсы ойнады. Элементарный мысал дейтін. Атыраудан жалғыз сборныйға түскен Мақаттың баласы емес па? Элементарный амандосып жақсылық. Мақаттың баласы түсті мысалы. Ромада түсті да? Ромада түсті ғой. Официальный матчқа барған, енді Жаку болды. Ойнаған жалғыз өзі ғой. Кешада барды, бірақ Кеша сырқаттанып ойнай алмады. Бірақ ең бастап түскен. Жалпы енді балалар футбол туралы жақсы мнениелеріңізді тыңдадық. Жақсы. Енді қазір бізде
қазір өздеріңіз мынау осы подкасттың алдында біз қазір данный время МБ KPI ойынынан келіп отырмық. Қазір қаланың чемпионаты жалпы екеуің қазір ойнап жүрсіңдер. Қаланың чемпионатының қазіргі қалалық чемпионаттың деңгейі қалай бұрынғы уақытпен салыстырғанда, бұрынғы жылдармен салыстырғанда өсу бар ма? Жалпы ол туралы не айтасыңдар? Мади, өзің бастап жүр. Иә, қазір енді қалай енді өзім көп жыл ойнадың ғой. иә мен мысалы МФК-дан мен МФК Атыраудан келгеннен кейінгі мен соның алдындағы мен сол МФК-да ойнап жүргеннің алдындағы мен разница мысалы жер мен көктей да. Ол кезде футзал дұрыс дамымаған, команда жоқ, легионерлер азымыз келеді, бір-екі командаға келеді, ол кезде бар ғой, солар жасап кетеді деген сияқты ғой. Погода жасайды ол кезде да? 2016-2017 қателеспесем, ол кезде Ембі-Мұнайгаз алып келеді, Өмірзақ алып келеді. Ембі-Мұнайгаз тек 1-2 жыл Әзербайжандарды алып келіп чемпион болды. Өмірзақ как раз ол кезде Ақтаудың балдарын алып келеді, Ақтөбенің балдары Альберт ол кезде Азат Валиуллиндар келіп жүрді ғой. Танымайды, иә, сол кезде. Ал уже сол кезде легионердің уже анау келді деп мысалы өз басым мысалы мен ойнап жүрген кезде мысалы келеді легионер, ол менен уже бір бас жоғары болды. Уже ол келеді де мысалы бізден бір бас жоғары. Неге? Біз ол кезде школа жоқ, команда жоқ, тактически нольміз сөзбен айтқанда мысалы бар ғой, дым оборона тұра алмаймыз, атака жасай алмаймыз, стандартымыз жоқ. Пятыйға тұра алмайсың. Пятыйға тұра алмаймыз. Сол элементарный мысал ғой, ол кезде біз тас не істеп айтты, ұтылып жүрдік сөздің шыны керек. Енді көп зат енді профессиональный командаға барғаннан кейін көзіміз ашылды ғой. Содан кейін мысалы көп затты үйрендік, көп затты мысалы қосып алдық қой, сөздің шыны келе. Қостық. И уже қойғаннан кейінгі өзі үшінші жыл ойнап өттік чемпионатта. Үшінші жыл қандай қазір мысалы деңгей қатты да? Деңгей қатты болып кетті ғой. Деңгей қатты. Игроктарда мысалы жақсы. Мысалы биыл алдыңғы жылдарға қарағанда уже қазір 8-9 команда бар уже. Бір-біріне жалпы 15 команда бар ғой, жалпы 15 команда ғой, соның ішінде мен ойлаймын бар ғой, вообще андай проходимый команда емес да, қай-қайсысымен де да, бәрі футзал ойнай алады қазір да. Крупный ұтылып жатқан мысалы енді осы жылы NCOC кішкене өздерінің возрастной игроклермен рабочийлар сияқты в основном ойнап жүргендер. Сосын Атырау жарық жақсы команда, бірақ кішкене бәрібір мастерствомен опыт жетпейді балдар. Жетпей қалып отыр да, жетпейді кішкене. Бірақ дисциплинированный жақсы команда. Кішкене бана бәрібір где-то что-то ойнайды ғой, мастерство, опыт деген. Енді бұрын дейтін өшкін бана бұрын ойнап жүргенде мен қарап жүрдік қой бәрімізде. Сонда банаға турда бір ойын или болмаса екі ойын болады, нормальный ойын. Соған халық келеді, үйті ондай особо қатты келмейді да, келеді конкретно. Ал сен қазір мінерде сағат 5-тен бастап вышкеде ойын болса, сағат 9-ға дейін отырады, қолдарына сэндвичтерін алып та, мысалы да, сушняктарын алып та отырады до конца. Сол күндерін арнайды соған, суббота-воскресеньеге. Бізде праздник конкретно. Бүгін мысалы, например, бірінші лиганың ойынын қарап отырмын, например, бірінші лиганың ойыны, бүгін қателеспесем, новостройкамен кім ойнады, көзді қара ойнады. 4-те ма, 3-те ма ойнады ойынды. Үйден қарадым сол ойында. Мысалы, мына жақта новостройканың адамдары отты да, мына жақ бөлігінде көзді қара екі жақта барабанмен. Бірінші лиганың өзі сондай, ойлай беру уже. Бірінші лиганың чемпионаттың уровені жылдан жылға өсіп кетір. Ана жылда бірінші лиганың өзі қуырдақ болды. Мысалы, бірінші лига. Білеміз. Өздері Заруба болды да. Екінші лигада қуырдақ болды. Заруба бір талайға дейін. Мысалы, біздің чемпионаттың өзі сондай. Бір-екі команда енді аяқ асты асығыс шығып кеткендер болмаса, атак. Осыған дейін легионерлермен келеді. Мысалы, легионерлермен келеді. Болды. Просто так легионерлермен алып кете береді чемпионатты. Когда как, мысалы, Мадилер тек кеден болып жүрген кезде банаға Өмірзақтарға бой беріп кетіп жүр. Бірақ бәрі шешіп кетеді легионерлер бар ғой. Қазір ондай жоқ. Жоқ. Легионерлерді алдыртқаннан гөрі қазір представительдер қаладағы лучше бана ойнап кеткен балдарды алғысы келеді бар ғой. Ол жақсы мысалы, жақсы. Қазір көп қой, мысалы Ганшкенде лига, мысалы Қосарда, Мақат деген сияқты балдар уже жас балдардың уровені бөлек қазір. Аудандық лигаларға бөлек тоқталамыз. Жалпы айтам. Сөйтіп бұрынғыдай мысалы даладан алып келгісі келмейді. Затраты ғой, жолы бар, өзінің беретін ақшасы бар, тамағы бар деген сияқты. Местный балдармен, мысалы местный команда көп қазір. Мысалы Локо, например, маған городтағы Локоның ойыны өзіме ұнайды. Футзал ойнайды. Таза футзал ойнайды, сыйдырный состав жақсы. Кішкене тоже дисциплина жоқ. Банада где-то что-то. А так по футзалему ол келгенде жақсы.
Бана енді жаһан командасымен ойнап отыр. Төрт өзбекке қарсы спокойно ойнап берді ғой жігіттер. Просто физуха жетпей қалды. жетпей қалды кішкене. Шаршап қалды. Атак отып тұрды ғой негізі ойында. Жақсы ойындар жақсы ғой. Бірақ легионерлерді алып келмей керек дегенмен де келіспеймін. Конечно. Потому что солар арқылы біздің уровень өсіп тұр ғой, түсінсің ба? Уже сен легионерді көрсең уже басқаша ойнап бастайсың ғой негізінде. Ол сосын мысалы ол да бар, бана біздің қазір МФК Атырауда бар. МФК Атырау мысалы барды, бана да айтып отырсың ғой, мысалы бәріміз мысалы МФК Атыраудың түлегіміз ғой, шығып кеттік, содан кейін бәріміз әрбір командаға барып, бана белгілі бір ойыншы ғой. И сол арқылы, например, үйретіп жатыр да, мысалы Мади барады, өзін білгенін үйретеді өзінің командасына. Біз келдік Жакоевпен өзін білгенін үйретеміз деген сияқты бар ғой. Мысалы Жандос Локоға үйретіп жатыр деген сияқты. Сөйтіп тоже дамып жатыр. По ходу тренер қылып шақырады, банағыдай балдарды барады, үйретеді деген сияқты. Сөйтіп футзал дамиды ғой. Әдемі. Местный футзал дамығаны бәрімізге жақсы. Например, енді былай кішкене тақырыптан ауытқығанда біздер ойнадық футзалда, бірақ қалада қолдағаннан гөрі көре алмайтындар көп болды бар ғой. Естиміз да жүргесін хайп дейді ғой, ол бәрінде болады ғой. Проф болғасын енді оған шыдап білу керексің бәрін. Мысалы Мади Жаколар инстаграммен көп қатты жұмыс жасамайды бұлар. Мысалы мен өзім сондай жерде инстаграмға көп жұмыс жасадым, именно футзалда жүрген кезде да. И мен көрем, короче. Маған лига чемпионға барған кезде де жазып жатты балдар бар ғой, сендер типа ұтылдық енді спортингке ұтылдық. Бірақ ойнадық қарсы да. Кім спортингке қарсы ойнап жатыр да, 8-ге ұтылдық. Аксес па? Францияның чемпиондарына ұтылдық. Рикардиньоның командасына да. 8-ге 1 или 7-ге 1. Париждің командасына. Клинк чемпиондар, Словенияның чемпиондарына ұтылып қалдық 2-ге 1. Сол кезде жазды. Қою керек сендерге. Сосын мен оны біліп тұрмын, ол фейк аккаунтпен жазып отыр, көретін де шығар осы нені. Сосын мен айтамын, сендер қою керек дейді да бізге. Сосын мен айтамын, жақсы біз қояйық. Сен бірақ местныйлардан біз бесеуміз алтауымыз жүріп қой. Лучше біреуді айтшы біздерден. Біз орнымызды ұстап кетеміз, короче. Рахмет, міне деп бар ғой. Иә, сол кезде айттық. Мысал деймін да, енді қазір мақтанғанда емес, мысалы қазір, например, местныйлардан Мади Жаколар сияқты игроктар жоқ. Мен соны айтайын деп отырдым негізі. Сіздерде қазір сіздер кеткеннен кейін енді жігіттер ойнап жатыр, енді базар жоқ, одан әңгіме жоқ оларға. Жігіттер барынша ойнап беріп жатыр. Бірақ сіздер кеткеннен кейін сіздердің орындарыңызды басып қалатын поколение болмай қалды да. Рома мен кішкентай бар, ойнап береді. Бірақ қалған жігіттер кішкене ол енді келмей тұр. с возрастың келетін де шығар, енді әлі жас қой. Бір жағынан жас, бірақ мысалы біздер мен сияқты мысалы жақсы, мен өзімді айтпаймын, мен сияқты игроктар көп қой, енді біздер ондай тактически қатты емеспіз, андай бірақ бәрібір где-то что-то жасаймыз да. Бірақ Мади, Жако, Жандос дегендер олар и отборда жасайды, и голын да салады, мысалы бар ғой, момент керек кезде решать етеді. Мысалы бізде даже андай тактика болды, біз ұтып жатсақ Мади артқа ойнайды. Мысалы Жакенің тактикасы да, Жақсылық Байсарев Жақсылық тренеріміздің да, ұтылып жатсақ Мади далаға ойнайды. Потому что мақтағаным емес енді, мақтағаным емес, бірақ по факту ғой. Білеміз ғой Мадиді қалай ойнайтын. Ол Мади слишком хладнокровный да. Любой моментте ол біз сияқты жаңып кетіп асығыс решение қабылдамайды да. Ол доверенно салатын моментте тартады деген сияқты бар ғой. Тренер енді көреді ғой бәрібір. Біздер енді көп оборона болмағасын көп ойнатпайтын болды. Қазіргі балдар енді жастар енді жайлап өсіп кетір ғой. Может андай талап тәкеңдер, мысалы талап ағамыз ғой енді, одан арасы ұзақ қой енді, қазір 2000-нан төмен тәкең өзі 90 мысалы. 10 жас. Біздер бір поколение болдық та бәріміз. 90, 93, 95, 97 деген сияқты бір поколение. И біздер командай. Помимо команды, семья болды бізде. Атмосфера. Мынау маған боқтайды, мысалы соғады, например, да. Ондай ситуациялар болды енді, команда ішкі не болғасы. Ләм демейді, короче. Үлкен ба үлкен болды. Даже өзі барып кешірім сұрайтындар да болды мысалы. Таяқ жеп алса да бар бе, братан, ренжімеші. Команданың дисциплина дейді ғой. Сөйтіп Жакс үйретті, бір-бірімен ұрысыңдар, сөйлейсіңдер, а то команда болмайды. Біз сол менталитетпен кеттік бар ғой. Сөйтіп тәрбиеленіп кеттік, и бізде сол менталитет бойымызда қалып қойды. Мысалы, қазіргі жастарға сол жетпей ме деп ойлаймын. Мысалы, қаттылық жетпейді. Тәкең енді оларға сөйлей алмайды мысалы. Рома мен кішкентай ондайға қатты жоқ мысалы. Жай жігіттер ғой. Біздерден мақатскілер болды кішкене. Бүркіштер, рекеттер деген сияқты. Көшенің заңымен былай айтқанда футболмен бірге алып жүрді ғой. Ешкім мен қатты ойнаймын, жас болса да мен бүйтем. Жоқ, сөйлей ма үлкен болды жұтамыз. Қарсы сөйлеу деген жоқ. Қарсы сөйлейді, таяқ жейміз мысалы. Как она есть, таяқ жеп жүрді балдар. Бірақ ешкім ләм демейді.
артынан келіп кешірім сұрап құшақтасып ол семья болып кеттік, туған аға інідей бар ғой қазірдің өзінде де мысалы. Ол сондай нәрсе жетпей ма деп ойлаймын мысалы. Негізі раздевалкадегі атмосфера да ойынға 100% кетеді ғой ол дейтін. Бәріміз футзалда ойнап отырық қой. Мына атмосфера негізі раздевалка қалай болады, ойының солай болады ғой негізінде. Дәл. Жалпы енді сөздерің ауыздарында жалпы қалада енді қазір Еркош, Жандос кеткен профтардан бөлек, олар да енді проф қой енді бывший. Олардан бөлек вообще ойнамаған проф ойнамаған жігіттер бар ғой енді қазір өсіп жатқан. Өздерінің ойларында бар шығар. Бір 3 игрок примерно. Претендент МФК-ға. Қалай ойлайсыңдар? Кім бар жалпы қазір дайын? Мади сен ойында. Футзал кішкене ойнап жүрген жақсы. Мен мысалы мен кімді айтар едім? Ойыма дейсің ба? Мен Ганшкенің баласын айтар едім, Солақай. Решат. Солақай бала бар, иә. Жақсы. Созидать етеді. Қазір мысалы данный момент, еще левша мысалы қазір Дониді алды. Дони тоже топ қой. Күшті Дони. Кішкене хрупкий болмаса, ол ет жинап не істейтін болса, ол да мысалы келетін мысалы жас бразилецтерден кем емес та. Еще қазір шамада салып тұр да, ол да 6 гол. Жақсы. Сол Решатты айтар едім. Решат. Бір да. Сосын молодойлардан. Сосын БНМ-де ойнап жүрген Али дейтін бала бар ғой. Ол биылдан бастап жақсы ойнап жүр. Большойдан шықты ғой, өзім сол кезде тренер болып солармен жүрдім. Ол сен досың Олжиктің баласы деп Иә, походу Лесхозский емес па, да, Лесхоздың баласы, иә. Сол Али дейді осы биылдан бастап. В общем, мінерге бана бірінші жоқ, бөлек айтайық. Ол бөлек па? Мадин мінесі бөлек, мен мінем бөлек. Рашид. Мен Решат па ата? Мен Алиді айтып отырмын. Сосын Удинеде столып бар. Азамат деген бала. Өте жақсы. Данный бәрі күшті. Футзалдың понимай. Біздің қазір стилі Габриэльге келеді бар ғой. Екі аяқпен де теуеді ол да. Ана ола құттай вес ұстайтын болса, тоже топ игрок негізі. Вообще футзалдың пониманиесі енді көргенде көрініп тұрады да ананы. Соның ойыны ұнайды маған. Негізі оны біз сезон басында, мен өзім енді БНМ-де ойнаймын ғой, сезон басында соны шақырып едік негізі БНМ-ге. Будене бізде жібермей қалды ма, то ли сондай болды, руководство өздері біледі. Жалпы бізде көріп жүрген ол игрокты. Сосын үшінші кім бар қаладан жақсы. Мен білетіндер енді көп возрастной, бірақ қазір осы жылы жақсы деген балдардан Құлсарыдағы Соколюк бар. Ол былай жай болғанмен өте жақсы ол бар ғой. Осы жылы ол өз-өзін качаться етіп, кішкене ет жинап арық болды. Ол потом бізде просмотрда болды ол Атырауда. Просто по-любому спортсмен болғасын, спортивный характер керек. Керек характер. Сен технар бол, мейлі бейтін ет, бәрі сен характер болмаса өспейсің. Басып тастайды, короче, біреулер бар ғой енді, басып тастайтын тренерлер басып тастауы мүмкін, или өзің сынып қалуы мүмкін бір жерде. Мысалы, Соколюкке сол жетпейді, а так ол тоже жақсы игрок. Спортивный характер көп жерде көп нәрсені шешеді негізі. Көп шешеді ол. Ойыннан бөлек характер по-любому керек болады. Адам любой момент сынады ғой, сынады, морально сынады. Сол кезде сол өзіңді характермен алып шықпасаң, сен болды сол. Кетесің ғой, өз-өзіңе қарамай деген сияқты. Сол үшеуі енді мен басқа ойыма келіп тұрған жоқ қаладан. Енді мен ба, маған Алиді айттым ғой бірінші. Асылбеков Али. Иә, Али бар. Сосын ана ЕМБ-де ойнайтын Солақай Абикон. Иә, соны болады смело ойнайды ол бала, например. Сосын бүгін маған новостройкадегі 13 номер баланың атын білмей тұрмын. Кім ғой? Кішкентай бойы. Альфарат. Бүгін мысалы мен соның 2 ойынын ба, 3 ойынын көрдім осы чемпионатта. Анау бала жақсы. Цепки жақсы. Отборы да жақсы. Большойдан келді ол бала да. Большойда ойнаған білем ол бала. 2004 па екен, 2003 кезінде көрдім мен оны. Ол 2005, по-моему, Васильевич бар ғой, Лобашов. Сол бір возраст жоғал алып жүрді де, именно ол кіші возрастта құттай болды мен оны. Есімде әлі. Васильевич соны бірге алып кетіп жүрді. Прям ол 2000 қай жылғы мысалы 2005 па? 2004-термен ойнатып жүрді оны. Ол баланы мен алдында ЛФ болды ғой алдында, чемпионаттың алдында ЛФ-те. Сонда неге ойнаған жоқ па еді? Бесіктіге ойнады, жақсы ойнады. Бесіктің ішіндегі алатындай қатты игрок болды ғой сол. Сонда айтамын, сол болды, Ану ойнады, сол болды, Тихон дейтін бала болды. Я бір сонда 4 игрок да? 4 игрок. Погода жасап жүрді сол. Сол жақсы ойнады. Бүгін мысалы көзді қарам ойнады, мысалы бүгін ойын мысалы сол шығарып берді. 2 гол ма 3 гол салды сол өзі. Отборы да бар, характері де бар, мысалы бәрі бар ол балада. Голда да салып тастады, мысалы бүгін штрафнойдан салып тастады, и еще ближний девяткаға қысырып тастады. Жақсы сол 3 баланы айта аламын. Осы жерге
үшеуің сенің 3 баланың фотосы мен сенің 3 баланың фотосын салып жіберерміз. В общем, солай. Енді ол балдарды естідік, айттыңыздар. Енді қазір бізде мына қысқы чемпионат бәрі бітеді. Сосын бізде демалу жоқ қой енді конкретно айтқанда. Футзал бітеді, біткеннен кейін күн жылығанда біз уже аудандарға кетеміз ғой, тырс жан-жаққа. Енді бәріміз де ойнап жүрік, бірақ сендер енді көп жерге шақырады ғой. Топовый қазір аудандар өсіп кетқан. Кімнің чемпионаты ұнайды сендерге? Қай жақтың чемпионаты қатты өтеді? Мен білемін ғой енді, жалпы көрермендер өздерінің ауылдарын естіп қалар, может, соны бір Мади өзің бастап айтып жібер. Қай аудандар топовый қазір? Чемпионатта жақсы деңгейде өтіп жатқан. Жақсы деңгейде енді Мақат деп айтайын десең, Мақатта енді лига басылып қалды, лига болған жоқ қой Мақатта. Мақатта тек алдында осы жылы Ембі-Мұнайгаз 6-6 Ембі-Мұнайгаз өткізді ғой оны. Мақатта өткізді тек. Ембі-Мұнайгаз өткізді, бірақ Мақаттың лигасы емес қой. ЛФ қол. Құлсары мен десең, Құлсарыда да болған жоқ, ондай қатты лига болған жоқ қой, Құлсары деп айтайын десең. Қазір ояқтар дамымай, мынаяқтар дамып жатқан сияқты да? Аққыстау, Ганшкин. Бір жылдар енді бәріміз Құлсарыда, сояқта ойнап жүрдік қой, Мақатта. Құлсары, Мақатта, әр Жасолда ол өзінің пиковый уақыты бар сияқты. Мен осы бір 2 жылдықта өз басым мысалы жақсы лига өткізген Ганшкин деп білемін. Құрманғазы ауданының лигасы. Өтірік айтпай ақ қояйын, кәдімгі барып, ойнап, жұмыстан шығып, кәдімгідей ояқта дейтін қатты болды чемпионаты. Вообще негізі сол әр ненің өзінің уақыты бар сияқты. Например, Мақат бастап осы легионерлер шақыру деген нәрсені Мақат бастады негізі. Топ болды тоже ол кезде де. Айқай-шу, Мадияр біледі ғой. Айқай-шу, бағанадай. Қай жылдары ол? Ол кезде біз МФК-да жоқпыз ғой да. 18-дерде примерно. 18-19. Содан бастады, содан кейін Құлсары. Қазір енді Құлсарыда тоже 1-2 жыл былай шулады да, тоже басылып қалды. Ол енді ояқта зал ашылғасын, газон өйтіп ұйымдастырып жүретін адам да керек қой. Бірақ енді жанашыр болу керек та. Вообще в целом районның жігіттеріне вообще огромный респект деуге болады вообще. Біздер енді бәріміз просто ауылдан шыққан баламыз, барғанда кәдімгі ас үстіңе түсіп жатады. Қонақтау вообще сөзім жоқ, қай команда бөліп жармаймын. Мысалы, кімге барып жатыр, қойды турнирге болсын, былай целом лигаға болсын, қойды Аққыстау, Ганшкин, Құлсары, Мақат, без разницы вообще. Қай жақта сен біздің Атыраудың менталитет сондай ғой біздің. Менталитет біздің бауырмашылдықтары вообще совсем бөлек. Қонақжайлықтары сені вообще даттамайды, сені сынамайды, келдің ойнап ұтылып қалдың демейді бар ғой. Мысалы, болады ғой, доп болғасын, ұтыласың кейде бар. Бірақ қазір сол футбол арқылы араласып кеткен достарымыз көп бар ғой. Енді жан-жақта бара қалсаң, футболдан бөлек аудандарға бара қойсаң, айтып жатады, балыққа келшейші там. Неге шақырып отырады ғой. Сол арқылы мысалы охота дейтін нәрсені көрдік мысалы. Сол арқылы да, сол футбол арқылы әйтеуір. Шүкір да, соны әйтеуір. Аллахтың бір берген нығметі ғой ол да. Үлкен Аллах тағала абыройымызды арттырып қойып отыр ғой сол арқылы. Оны біз енді бір басымызға шығармаймыз да, көтеріп, деген сияқты. Қалай бар, солай қаламыз ғой. Былай айтқанда енді ояқтың адамдары сіздерді как звезда көреді ғой енді. Ол дейтін біздің өзіміздің местный балдарды сөйтіп жоғары көтеру дейтін өте мәртебе ол жақсы ғой. Ауылдың, аудандың жалпы тұрғындарына барлық білеміз оны сетканың жанынан айқайлап отырады ғой бәрі. Мен бір әңгіме естіп қалдым. Давай сен гол салсаң, мен саған қой атамын деген сияқты сондай темалар бар. Шырқатып жүремін дейтін темалар. Келіп айтқандар да болды сөйтіп. Біздер теңізге бардық, суперкубокқа. Момбаммен бардық. Сол кезде сол бір жігіт келіп маған айтты. Короче, 2 гол салсаң, осындай беремін деген. Болмай қалды, мен айттым, қайыр енді ол одан без кубокты алып келсек болды. Жалпы ниеттер жақсы да. Ниеттер вообще. Енді оны түсіндік, Ганшкин жақсы топовый. Енді қазір Исатай ауданында, мен өзім Исатай ауданының жалпы тумасымын. Сол жерде туылдым да, қалаға кетіп қалдым. Бірақ енді ата-анамыз бәрі Исатай ауданында. Исатай ауданында футзал емес, футбол, газон ғой, шөп. Жақсы дамып жатыр тоже. Қатты дамып жатыр тоже ояқта. Бұрын дейтін Қамыс қала дейтін команда, Даллас дейтін командалар соңғы жақтарында жүретін. Қазір Қамыс қала ЛФ-ке Астана кетіп жатыр. Сағыз кетіп жатыр. Сағыздар вообще көрінбейтін болды. Сағыз кетіп жатыр.
ауылдар Ақтеп дамып бар, жатыр Ақтеп Ақтепо бар, Ақтепо Ақтепо бар. бар, иә. Ауылдар дамып жатыр, футболдарын дамытып жатыр, өздерінше дамытып жатыр. Ол дейтін күшті, ол дейтін әдемі, ол Конечно, дейтін. конечно. Ол жерде мысалы енді бәрібір де барғанда да жинап барады ғой енді ояққа барасың енді кім өзінің абыройын шашқысы келеді ол жақта неше түрлі просто ойнағандар бар қойып кеткендер бар усилениемен барады ғой енді кім құра бармайды ғой бірақ соның ішінде например аудан барғанда бір 5 бала местный бала барса болды сен ана жердегі атмосфера Көреді ғой, иә көреді да и олда да опыт қой Опыт, адам мысалы көріп те өседі кім қалай смотря кім қалай анализ жасайды да сондай нәрсе өте жақсы бәрі енді айналып келгенде спонсорство ғой Иә. жақсы қолдау болатын болса ауылдан өсетін Иә, балдар шыққан жақсы ғой. Мына мысалы ішкі лигада ойнаған бөлек қой. Мгм. Қазақстанға шығып ойнаған бөлек. Иә. Там атмосфера ол жақта бөлек қой. Астанада, Алматыда көп ірі жарыстар болады ғой. Жақсы ғой шығып тұрған. Енді жалпы ЛФ-ке ұсыныстар түсіп жатқан шығар чемпионат Иә, Қазақстанға. бұйырса. Кімге барайын деп жатсыздар? Секрет болмаса. біздер енді сол өзіміз бір четверка ғой біздер бұйырса Сағызға барайын Сағызға. Иә, Сағыз Сағыз бен намысын Мұрат. қорғайын. Бірге екеуің. иә екеуміз болғанда өзіміз сол Жандос? бесеуміз ғой Жандос Жандос, бар, Жако Жақсылық бар, бар, Алтынбек бар. Алтуш бар. Ерке кім қосылып жатыр? Еркош. Еркош бар. Сайкл бар Сайкл бар. Иә. Ал удачи бұйырса Рахмет, чемпионат иә. Қазақстан. біздер енді ол жерде біздің менталитет тоже андай барғасын өзімізге айтамыз жиналғанда жігіттер кімге келіп тұрсақ та мысалы бәрібір атыраудың атынан барып тұрдық та мысалы жазда ЛФ-қа бардық тоже 84 команда 3-ші орын алып мысалы Дэнхолмен Иә, ол тоже тарихта Атыраудың тарихында бірінші рет қой да. Бірінші рет болды. тоже бағанадай барғанда да Неше команда болды онда? 84 команда 84 командадан 3-ші орын алу дейтін. Ол жақсы. иә үлкен жетістік енді ол да сол местный балдармен Ақтаудан 3 бала көмектесті Абай бар Фарзат бар Қалди бар үшеу көмектесті өте жақсы көмектесті мысалы біз келген легионерлерге енді қабақ шытып өйтпейміз ғой білмеген жерімізді үйренгіміз келеді олардан олар потому что Ақтау алды жақсы ғой Қатты ғой олар. Иә, бізде Чемпионат деңгейі, мираға бар, иә, Европаға бар. Мади лучший ассистент алды соны айтайын иә өте жақсы турнир болды Наблюдать еттік, көрдік Иә, бәрі. тоже әдемі бір болды. опыт та ол да бізге футзал демей ана шөпте деген сияқты тоже Атыраудың Осы аты Иә, тұста сосын бірін айтып кетейін. Енді өзімнің енді бана мысалы профта ойнадым, мысалы да команда жүрдік, ЛЧ-ға бардық, Европа көріп келдік. Сондай бір ой болды да, бір 3 жылдықта осы мысалы барып жоқ қой турнирлерге, мысалы өтірік айтпай ақ қояйық, мысалы көп турнирлерге барып жүрдік. шүкір Иә, тек мына ішкі мысалы Құлсарыда демесек, орын алып Мақатта мысалы өзіміздің арамызда ғой. сен әңгімең есіңде Мен Қазақстанда бір нем болды да, бір арманым болды. барғанда айттың Иә, Қазақстаннан бір орын алып Европаға бару мақсатым болды менің. Өз басым мысалы Европа көргім келді, например. Мен өзімде сондай не болды. Адамда цель болды ғой, мақсат. Сондай ой болды менде бар ғой. Қазақстан ішінде жүріп қой, мысалы, жақсы ұтылып жатырық, мысалы, залдан да ұтылып жатыр, бәрінен де ұтылып жатырық қой, мысалы. Сондай бір ой болды да, уже цель келді. Бірдеңе қылу керек уже. Баратқанда мен Мадин әңгімесін айтып кетейін. Баратқанда біздер Дэнхолм болып сөйлестік, не істедік. Сол кезде айтты жігіттер шүкір енді алып жатырық, Құлсарыдан чемпион болдық, Атыраудың ішінде шулатып жатырық. Давай тип Қазақстан шулатайық деді да, орын алайықшы деді, тройкаға кірейікші деді да ана жерде. Енді тоже полуфиналда Попенко ұтылып қалдық, например. 2-0 ұтылып жатырып, 2-2 шығарып алдық бар ғой, последний 40 секунд қалғанда. Ұтылып қалдық енді везение ғой жерде. Шашадық, не істедік деген сияқты. Еще біз бір отложенный ойын болып, бір переигровка болды бізде. Кішкене айқай шу болды. Бір ойын артық ойнап жібердік басқа командаларға қарағанда. Скамейкаде ондай қатты емес. Сол Мадин айтқан сөзі ғой. Давайте не істейікші, бір тройкаға кірейікші. Европаға барайықшы деп. Любительскийлердің арасынан. Сондай цель болды да, Аллахтың қалауымен әйтеуір орындалып кетті. Жолдаманы алдыңыздар. Жолдама күтіп отыр екен. Ал бұйырса барасыздар. Енді ол компанияның Дэнхолм жолдасы. Компанияның несінде ғой. Осы тұста Дэнхолм жолдасының представителі Қуандық Молдағұл бауырымызға көп рахметімізді айтып кетеміз. Менде де өте көп өте керемет. Бана фоктан көрдім сол, өзім сөйлесіп сол жөнінде. Өте жақсы жігіт. Кезінде бізде ойнап кеттік қой Дэнхолмда. Жақсы жігіт, өте жақсы жігіт. Жұмысқа да кірдім мен сол Қуандықтың арқасында. Дэнхолмда мен жұмыс жасап келдім бір кездер. Өте жақсы қарсы алды ғой. Жақсы, өте жақсы. Ал бұйырса енді барып жатсаңыздар сәттілік, иншалла. Қазақстанның атынан барасыздар ғой енді барғасын жерде. Ол жерде енді бөлек атмосфера, бөлек ойын, бөлек нәрселер болады ғой енді. Ол жерде енді сіздерге сәттілік. Енді келесі сұрақ сіздерге
енді МФК-да жүрдіңіздер, легионер ойыншылармен бірге ойнадыңыздар. Жалпы енді олармен раздевалканы бөліскен қалай, бразилецтермен тактически сөйлескенде адамдар қызық қой жалпы. Тактикалық тұрда қалай айтасыздар, бір поляның үстінде қалай подсказка бересіздер, раздевалкада қалай сөйлесесіздер. Кей кезде Ажмұхан бір бразильский бірдемелер айтып жатады бір-бірлерге. Біз білмейміз ғой енді сен. Арамызда переводчик осы. Солай ма? Иә, осыған айтамыз, жеткізші анаға. Ол Жеткізші бар. андай ғой, сол келген кезде Далтын болды. Далтын орысша жақсы болды. Потому что ол Қазақстанда көп жүрді. И через Далтын сөйлеп жүрді. И мен өзімде мысалы тілге интерес деген жақсы да. Именно басқа иностранный тілдерге. Соны күнделікті сөйлесетін нәрсені сұрап, мысалы күндегі нәрселерді, мысалы тактически по футболу нәрселерді, мысалы түсіне аламын, түсіндіре алатын болдым мен бар ғой. Былай. Кейде болады ғой түсінбейтіндер. Мен сосын рус болды бізде администратор, ол да тоже жақсы. Ол сондай интерес бар. Ол испанский футзал қарайды, футзалды қатты қарайды. Сол банағы бразильский футзалды қарайды, тілдерінен ана сұрайды, мынау қалай деген сияқты. Сөйтіп күнделікті нәрсені үйреніп алдық қой, амандасу, осылай, мысалы параллель ашылу, типа каблук қалдырып кет деген сияқты нәрселерді үйреніп кеттік, короче. Солмен сөйлесіп кеттік, в общем. Сосын оларды орысша үйретесің, жайлап, олар енді без грамматики сөйлей береді, орысша бәрібір. Сөйтіп. Бірақ в целом атмосфера бразиктер бар кезде де, жоқ кезде де, біздер именно өзіміз сол поколение болған кезде қазақтардан зависит етті. Потому что Жәкең, Жақсылық Байсариев, ол сразу басынан айтты. Кім келсе де, сендер атмосфераны жасамасаңдар, мына жерде басқа ешкім келіп атмосфера жасамайды дейсіңдер. Сендер дружно болсаңдар, бірге бәрі болады дейді. Сөйтіп үйретті, біздер уже Мади бар, мен бар, енді Жаколар ондай қатты көп сөзге жоқ қой. Еркош бар, Таке бар, сол. Раздевалкада үйде жүргенде әңгіме етіп, ха-ха, хи-химен өте керемет болды бар басында. Эвертондар бар кездерде өте керемет болды. Эвертон, Эрик, Далтондар бар кезде тоже. Эвертонда уже Қазақстанға сіңіп кеткен ғой менталитетінен. Енді жетісуда ойнады, анда ойнады деген сияқты. Сонымен именно Эвертонмен бізде қазақтармен тесно общение болды да. Эвертонмен сосын Деумен. Деуда енді көпті көрген, ол енді адамгершілік жағынан топ. Эвертон екеуі. Так енді басқа бразильцтермен бізде қатты общение болған жоқ. Сен ерте келді, тоже потому что қатты түсіне бермейміз ғой. Ал олар кішкене сөйлей алады да. Орысша чуть-чуть бар да. Орысша сөйлейді, по ходу андай бүйтіп өздері андай емес, короче. Замкнут емес. Сөйлесіп кетеді бәрібір. Менталитеттері қалай жалпы олардың? Әр бразильцтер, әр тоже қазақтар сияқты, олар да верующий біреулер тоже, короче, біздің қазақтар сияқты шаяды, короче. Библиямен жүретіндер бар. Мысалы Эрик сондай болды. Бізде Құранның аяттары болады, олар тоже Библияда бар, тоже ол сонымен салатын болды. Потому что Эрик кезінде жаман аурумен ауырған, и соны жеңіп бере барады еткен, жеңген да. Содан ол верующий болып кеткен. Тізерлеп істейтіні бар ғой бір. Иисусқа деп. Күнде ол Инстаграмнан ойынға шығардың алдында раздевалкадан бірдеңе. Өзінің риторикалары. Олар ішпейді, шекпейді, қаңғымайды, сондай да. Біз мысалы қазақтарда бар ғой, намазхандар, намаз оқитындар, оқымайтындар бар, тоже ішпейді, шекпейтіндер бар. Былай не істейтіндер де бар, тоже қыдыратындар бар. Олар да дәл сондай. Менталитет жағынан. Проблема болған жоқ вообще. Ол кезде бразильцтермен басында келгенде күшті болды ғой, не олар артық кетпейді, мысалы. Болды ғой артық кетіп жүргендер де болды енді. Бірақ енді оны жайлап не ғой. Ол жерде енді раздевалканы ұстау жағы енді Тәкеңе тапсырылатын болды ма басында? Бір ауыз сөз, мен енді ағамыз ғой енді. Талапты мен өзім үлкен ағам ретінде көремін. Ол тәрбиеледі, біздер помимо футбол, бізді өмір сүруге, өмірде қандай нәрселер жасау керек, мысалы кіммен қалай сөйлесу керек деген нәрселерді бізге бағыттап отыратын болды бар ғой. Бірдеңе болса командада содан сұраймыз. Соған айтамыз. Тәке мен бүйтейін деп едім, тәке мен сөйтейін деп едім. Ағалық жағынан. Ол потому что енді көпті көрген, ол көп жүрген, ол біледі да, потому что ол бізге айтады, болмайды мына жерде қазір сен мынаны айтқаның артық деген сияқты ғой. Қытай шыда деген сияқты. Даже ашумен сөйлеп қоясың, келіп айтады, нормально. Кешірім сұрай сал, іштен кетпейді деп ақылын айтады. И біздерден, мысалы, біздің молодежьдан, мысалы, Тәкеңнен кейінгі поколение ешкім Тәкеңнің сөзін жерге тастап көрген жоқ бар ғой. Өзі ровно жігіт. Потому что өзі ол вообще ештемеге срыв бермейді, ештеме допускать етпейтін болды. Поляның үстінде Тәке болса да, мысалы да, мен байқаймын, конкретно вес болады да. Вес болады. Ойында былай ғой. Ойында, Бас
болды бас дейді мысалы. сыйлайды Болды сосын ғой сен үшін артында сен бар үшін екенін біліп тұрасың да, сондай адам бар. қай жағынан да тұрып береді сен ғой қай былай жағынан қай жағынан былай да любой, былай да тұрып береді дейсің ғой. Ақтауда мысалы жалғыз өзі сөйлеседі, мысалы қай жаққа барса да жалғыз өзі сөйлейді, бәрі таниды, сыйлайды, бар ғой. Көп затты көрген, мысалы ойнаған бізден бұрын. команда келгелі тәкенмен комнаттас болдым мысалы. Тәкен комнатта екеуміз общение, сол көп соның тәрбиесін алып, мысалы менде даже мысалы жақсы адамның жақсылығын алып соған қарай еліктеп сол сияқты жүргім келеді ғой. Мен мысалы сол тәкеге еліктеп тәкен сияқты болғым келетін. Ерахан ұмытпашы, Ерахан. Кім Ерахан? Ерлан Мұханғалиев. Ол енді ол само собой, ол ең бірінші любительден тәрбиелеген Ераханды осы жерде айтып кетейікші. Ерахан саған тек Ерлан Мұханғалиев деген ағамыз бар. Біз біреу біледі, біреу білмейді. Біз Атырау болып, команда болып шыққан кезде чемпионат вышкаға ең бірінші Атырау болып шықтық қой. Сол кезде бастап тәрбиеледі. Ол маған изначально сол айтты. Сен бәрі технар бола бер, алдаса бер, болса бер, сен оборон болмаса футбол ойнамайсың дейді. Сол кезде мен тыңдамадым, или может үйретті, барынша үйретті. Соны қалай профқа келдім, сонда түсіндім ғой. Сол адамның айтқаны рас екен. Бірінші тренерің ба, получается, бірінші футзалдағы? тренерім футзалдағы. Қалай движение жасау керек, қайда жүгіру керек деген нәрсені үйреткен сол. Тәкеден ауытқымайық. Тәке банағыда, тәке вес иметь етеді, командада болса артында ағаң бар, тәпет етесің деген сияқты нәрселер ғой. Білеміз ғой, вес қандай екенін, жалпы қалада емес, тек қана Қазақстан бойынша бәрі уважать етеді. Конкретно айтқанда кеп деп айтатындай кісі ғой. Тәкеге бір тұлға ғой өзі, тәкең. Алла разы болсын, тәке. Аман жүр. Аяқ салмасын. Легенда деп сол кісіні айту керек. Атырауда футзалдың легендасы. Сол ағамыздың арқамызда біз не алдық қой? Мастер спорт алған жоқ. Мастер спорт алдыңыздар да? Сол, қалада сол. Тосын, мастер спорт. Былай айттық қой, құттықтадық қой, жалпы көрермендер біле жүрсін. Футзалдан жігіттер Қазақстан Республикасы мастер спорты. Мастер спорт дейтін бөлегі. Сосын бұдан бөлек енді футзалдың мына МФК Атыраудың несінен шықпаймыз. Сол жерде тұрмыз. Не үшін кетіп қалдыңыздар жалпы? Бұл жерде енді біз ауытқия қызық осыған әкелер жатыр. Қалада көп адамдар сұрайды. Мен дейтін былай айтады, анау былай айтады. Сосын мен Ажмұхан өзінен естідім, что мен айтатын бар деді да. Айдос, мен айтатын бар. Соны подкастта айтайық деді. Енді осы жерде Мадиді бірінші сұрақ кетейік Мадиді да. Мен айтайын, сосын сенікі қызығырасың. Бірінші кетіп қалдым ғой бірақ. Сен бірінші кетіп қалдың ғой. Ажы сен онда сен баста, проблема емес. Так, ол жерде енді біреуді кінәлайтындай нәрсе емес. Оны адами ситуация ғой. Может, әр нәрсенің хайыры бар да. Мен вообще ешкімге өкпем жоқ. Командадағыларға, мысалы, Нұржан ағамыз бар, Тұрлан ағамыз бар, мысалы, Жақсы ағамыз бар. Бізді қазіргі осындай дәрежеге жеткізуге бірден бір себеп шығарған сол кісілер да. Аллахтың қалауымен сол кісілер бізді шақырды, өсірді, өндірді, обкаткадан шығарып бізді Қазақстанға өзіміздің атымызды бір өзім танытуға бір себепші болды да сол кісілер. Ол кісілер мысалы бізді қаламына басқа біреуді ала салса да болатын еді мысалы да. Мен бір әңгімесін естігенде мен осыдан 10 жыл бұрын ба екен тоже Ерболат Қарағойшының сұхбатына бардым. Бір жылда мен ол кезде бізде Зеленкіде тоже беске бес болады фоктың алдында. Сонда Махамбет есіммен чемпион болдық. Сонда лучший игрок болдым. Сосын чемпионат города лучший игрок болдым. Сосын первенство чемпионат Қазақстан болды. Ол кезде среди любителей. Сонда Атыраумен чемпион болдым. Сонда лучший игрок болдым. Сол жылы Қарағойшы Ерболат бауырымыз сол мен подкастқа шақырды. И мен сол кезде айттым, неге банағыдай көрген шығар, енді біреулер көрген шығар, ол подкаст жоқ та шығар. Неге банағыдай местный балдардан, неге местный Атыраудан команда шықпайды, мен типа өзім формада ойнағым келеді, мен бразильцтермен бірге ойнағым келеді, неге типа сборный Қазақстанның фундаменті бразильцтер, неге қазақтар сөйтіп өспейді деген сияқты мен әңгімемді айттым. Мүмкін сол көріп шақырды ма, бір әңгімелерінде естідім да, сол подкастын көріп осы болған алайық деген сияқты, желаниесі бар деген сияқты айтты да. Бәрі себеп қой енді, Аллахтың қалауымен бәрі себеп болды. Сөйтіп командаға келдік, ойнадық, көрдік, өсірді, өндірді. Мысалы, Жәкең де құр жігіт емес, олда да характер, мысалы, юг жақ Байсаревті айтып отырсың. Ол
бірден бір енді өсуім себепші ол сол кісі ғой енді ол ешкім оны отрицать ете де алмайды. Неше жыл қазір ол кісі клубта ұстап отыр, қазір тренер болып? 19-дан ашылғаннан бері ғой мысалы. Бар, 6 жыл. 6 жыл болды. 6 жыл болды. Сол ол кісі бізбен бірге өсті, былай қарап тұрсаң, өзі де тренерский. Иә. Әңгімелерін естиміз, айтады, не істейді, әлі де жақсы сыйласамыз, аға іні болып. Бірақ командадан кетіп қалуымыз в первую очередь мысалы айлыққа байланысты болды. Ол жерде енді бәрібір айналып келгенде команда акиматқа қарайды да, бюджетная организация бізде. И жыл сайын тендер ойнатылады, ол тендерға қатысады, оны ұтады, оны пока орды-мен акиматский жұмыспен бізде сезон сайын 3 ай задержка болады. 3 ай зарплата алмайсың. 3 ай зарплата алмайсың. Қалай күн көрдіңдер? Енді қымсаттық десе. Иә, қарыз алып, кредит алып, в общем, ол жағы енді өзіміздің проблемамыз. Сөйтіп шығып кететін болдық та 3 айдан. Бірақ команда атмосферасы бұзылмайтын еді. Содан бір жыл өтті. Бізде бір моментте легионер көп болып кетті. 9 легионер ма, то ли чемпион қарады жылы. И 5 приезжий қазақтар болды. Бюджет расчет жасалмай қалма, білмеймін, енді ар жағы маған қараңғы, енді ол өздерінің кухняларында болған нәрсе. Сосын бізде новый команда жинаған кезде, сол жылы 2022-де да, по-моему, бізге сборға келгенде айтты, чисто местный неміз. 22-де ма? 22 ма ол? 21-де ма? 23 емес па? 21-де елшіға шыққан жоқпыз да. 23-те кетіп қалдық қой. 21-22-ші. Мына аяғында шықтық та, мына аяғында уже біз новый сезон бастадық қой. Өздерің чисто ойнайтын жылдарың ба? 21-22 ол, 22, 23. Иә, 22-23 онда. Дұрыс, 22-23. Сол 22 сол кезде айтты, чисто местныйлар ол ойнаймыз деді. Ол көп оларға плюс болды. Иә, конечно, ол жоқ, дұрыс енді. Әр нәрсенің қайыры бар деген нәрсе. Тағы сол жерде рөл ойнайды да, көрдің ба? Мысалы, бюджет, ол кезде енді бізге бюджет бітті деп айтқан жоқ қой. Сборға келдік, сбор өттік. Ол басында мысалы Жәкеңнің өзінің проблемалары болды жеке отбасылық. Сбор бізді чемпионат Кубок Қазақстанға бірге бара алмай қалды. Біздер чисто местный болып кеттік. Райымбек Қауанов дейтін. Сол тренер болып барды ағамыз, Рай ағамыз. Сол тренер болып апарды, мен кубокта чисто местныйлармен обкатка ол задача болған жоқ. Задача болған жоқ. Бардық, ойнадық, сосын келдік, тур чемпион басталды, содан кейін жақсы ағамыз өзі келді, отбасылық жағдайларын реттеп келді, содан кейін бір ортада бір перерыв болды, сол кезде біздер конкретно пахать еттік, и содан кейін біз бастадық ойнап, бар ғой. Қатты ойнадыңдар сол кезде. Дружно ойнап. Оған дейінгі бізде постоянно видеоразбор болады. Оған дейінгі ойындарды, кейінгі ойындарды разбор жасайтын болды. Сол кезде Жәкең көрсетеді алып келіп. Міне дейді да команда. Доптан айырылып, 4 адам артқа жүгіреді. Андай біреу қалып қою дейді, жоқ. 4 адам жүгіреді, 4 адам атака, 4 адам атқа. Уже сезілді атмосфера. Бірақ команда күшті құрылып жатыр да, бірақ бюджет жағынан проблема болды да. Ақша жоқ. Бір кем дүние бәрі. Бірдеңе үйлеспей тұр. Келді, ноябрьге келдік, ноябрьге дейін айлық алдық. Ноябрь, декабрьде, ойбай, 2 айлық аламыз, деп жүрген кезде алдық та. Бас, короче, сол жылы ноябрьский, декабрьский зарплат жоқ. Біздер көп сол кезде таңғалдық, бағанадай сендерге премия бар ма деген сияқты. Рахметтің балдары, Ақтөбенің балдары, Ақтөбеде ол кезде топ командаларда тұрса 100 000 теңгеден премия болған. Өздерінің айту бойынша енді білмеймін, ол кезде тоже. Біздер чисто для эмблемы ойнадық қой. Ол кезде конкретно айтқанда. Сол кездері неге залға вообще күй жоқ жиналатын болды адамда. Именно местный балдар поддержка. Қазір енді мен өзім Атыраудың ойында бармаймын, білмеймін не екенін. Сендер болмағасын ба, то ли желанием жоқ па. Бұрынғыдай андай алып жүріп тұрмаймын да. Бұрын местный балдар ойнап отыр, көрініп тұрады сырттай. Эмблема үшін ойнап отқанда білеміз ол кезде зарплаттарын бермейді жүргенін мен білемін өз басым. Білмейді, сол жерде біздерде таңғалатын болды, кейбіреулер естігенде бар ғой, солай деп. Сол 5 ай общем айлық алған жоқпыз сол жылы бар ғой біздер. Еще 5 ай айлық алған жоқпыз, иә. 3-ші орынға до конца таластық, короче, 5 матчқа дейін ойнадық қой. Сол жылы 5 матчқа дейін. Ең соңғы чемпионат бітті, и біз 1 айдан кейін бітірдік чемпионатты бар ғой. Чемпионатты 1 айдан кейін бітірдік. Қиын болып кетті. Семья бар, не бар, бірақ шыдап тастадық та, бағанадай. Тәкен келеді, давай ойнап тастайық деп Жәкең келеді. Руководство кейде былай, кейде былай. Сөйтіп ойнап бітірдік. Сол проблема болды бізде, біріншіден. Бағанадай кішкене енді менің көкейімде қалып қалған, может,
өзімнің айта алмай қалған нәрсем ба, местналарды бағаламай қалды деп те айтуға болады бар ғой. Келеді бразильецтер нормальный зарплата алады. Алып кетеді. Иә. Болды, второсортныйлар да болды алғандар. Біз естиміз. И приезжий қазақтар да болды, бізден 2 есе 3 есе алып жүргендер бар ғой. Ол конфиденциально дейді, бірақ естіледі ғой әңгіме. Көтермеді. Потолок конкретнысын айтқанда 500-ге дейін көтерді ғой местныйларды. Мен өзім ойнағанда потолок сол 500-ден төмен алдым. 500 алып көрген жоқпын мен МФК Атыраудан. Ол мысалы Мадилерді, Жаколарды ешкім зарплатасы көтерсе, олар әлі де ойнар ма еді деген ой ғой енді. Сол жерде. Сол жағынан кішкене бағаланбай қалды біздің местный балдар. Сосын менің бір ренжігенім, Мади енді жақсы сезонның ортасынан кетті. Енді семейде бәрібір енді жұмыс, приоритет жұмыс болды. Бұда жұмысқа өзі де айта жатыр, ол жағын жұмысқа кіріп кетті. Араларында не болған, менен кейін кетті ғой, білмеймін. Бірақ мысалы Жакоға шапан кигізіп күштетіп шығарып тастады да, неге Мадиді сөйтіп шығармасқа деген ой болды. Жақсы, біздер ладно енді. Командаға еңбегіміз сіңбеген шығар. Біздер бір команданың бір бұрышы болып жүрген шығармыз да, көптің бірі болып да, мысалы. Мади бәрібір выделять ететін болды. Қайғы жағынан. Мен жүрмін ғой сол атмосферада. Қандай тренер келсе де Мадиді ойнататын болды. По-любому. Потому что оборонысы 1000%. Бұл қазір былай отырған мен мысалы Поля Агрини танымайсың. 200%. Поляда басқа адам. 200% концентрациямен сөйтіп ойнайды бар ғой. Оны жасыратын жоқ, бәрі біледі ғой. Соған кішкене көңілім қалды. Мен бұл өзіміз отырғанда да айттым, неге деген сияқты ғой. Неге Мадиді де тоже команданың бір легендасы ғой деген сияқты. Неге сөйтіп шығарып тастамады. Жақсы отношение ол жерде енді недоразумение болған шығар. Ол сонда соған алып келіп сол жұмысқа кіріп кеткен шығар, бірақ неге бір қоштаса алмады деп бар ғой. Бір шапан кигізіп те, ол чепуха нәрсе ғой деп бар ғой. Дұрыс айтасың. Сол енді жақсы, ол ғой. Сөйтіп командадан кеткеніміз енді сол в первую очередь зарплата болды. Задержка көп, потолок жоқ, зарплата өсірмеді, короче айтқанда. Қазір біз команда кеттік, біз местный балдардың зарплаталарын естиміз тоже, Рома, Кешалардың жақсы. Жақсы ма қазір? Жақсы, уақытылы түседі, и зарплаталары да в целом жақсы да. Біздердің уақыт семья асырауға болады. Біздер кетіп қалғаннан кейін, может, оларды ценить етті ма деген сияқты бар, сондай ой келеді да. Әр нәрсенің бір қайыры болады. Сендер де жақсы жерге жұмысқа кірдіңдер. Олда да енді ол ешкімге өкпе жоқ, бірақ енді бәрібір кімде кім проф ойнағысы келеді ол конца. Конечно, ойнағысы. Сол жерде енді бағаланбай қалды ма деген сияқты ой болады. Біздер енді кішкене сөйлейміз, айтып қаламыз, анау-мынау. Сол үшін, может, кім біреулер жақтыртпады ма командада деген сияқты бар ғой. Может, мүмкін олардың көздерінше мүмкін жақсы игрок емес шығармыз деп те ойлайсың енді. Жақсы, оларға виднее ғой, тренерским решением не спорит дейді ғой. Ол спорить еткен жоқ. Мен рахметімді айтып, Нұржан ағамызға рахметімді айтып, Тұрланға рахметімді айтып, Жәкеңнің өзіне рахметімді айтып, мысалы, командадан в целом жақсы кеттім, Просто сондай өкініш болды. Ол кезде біздер Жандос екеуміз 2023-те бәріміз Жандос екеуің бірінші кеттің. Бір кетіп қалдық. Біздер неге бардық? Таразға бардық. Кубокқа бардық. Финал шыға алмай қалдық. Сосын келдік. Бірінші ойын ойнадық, Астанамен ұттық. 3-2 ма? Сол ойыннан кейін келесі ойынмен Заевке түспей қалдым. Содан кейін келесі күні бізге айтты Жандос екеумізге. Команда өз жерден тоқтатып. Өздері айтты да? Өздері айтты. Ол кезде енді Такин естіген жоқ. Біз енді игрок біз үшін сөйлейтін конкретно талап қой. Такин демалыста болды, оларға 2 күн демалыс берді, ол балықта жүр. Кешке маған соғып, сол аш не болды, не қырылып қалдыңдар ма деген сияқты. Мен айттым, жоқ, братан, осы айтты. Не болды сонда ол жерде? Білмеймін, енді өздерінің біздер мен өзім лично тренерден сұрадым, не үшін мен Заевке түспей қалдым деп, ойыннан кейін на конце күтіп. Мен жерімде қалып қойды да, мен потому что оған дейін ойнамаған кезде де мен Заевке түсетін едім да. Именно ойнап жатқан кезде мен Заевке түсірмей қалып тұрдым, ба. Соны сұрадым өзім. Может, ол кезде Жәкеңе қиын болды ма деп те ойлаймын, потому что помощник болған жоқ. Өзінің отбасылық жағдаймен басы қатып жүрді. Раяда кетіп қалды ма өзі? Раяда кетіп қалды. Оған дейін кетіп қалды ол. Сол кішкене басы не істеп кетіп, может, на эмоциях решение қабылдап жіберді ма деген сияқты ой болды. Білмеймін ғой енді. Итог кетіп қалдың. Сұрадық просто біздер. Біздер осы неге түспей қалды Заевке. В общем, Жандос бірінші ойынға Заевке түспей қалды, мен екінші ойынға Заевке түспей қаламын. Жандос бірінші ойынға дейін келіп сұраған болып тұр, мен оны білмеймін. Мен кешіне Заевке түспедім деп. И мен раздевалкада уже предиграу жасап, терлеп кіріп, форумда устранить отқан маған ұрыс айтып тұр, сен Заевке түспей қалдың деп. Енді өзің қалай ойлайсың, енді любой ойнап жүрген игрок
заявка түспей қалса қандай реакциясы болады мысалы. ондай бастан өтіп жатыр. Сосын енді Жәкеңмен сөйлескенде жәкең айтты, мен ол айтты, типа заявка түсірмегенде бүйтіп ренжисіңдер деген сияқты. Мен айттым, енді Тәкең болса да, сол жерде Мади болса да келіп Жәке сұрайтын еді деп. Игрок болған соң сұрайды ғой, причинасын білгісі келеді деп. Сонымен жақсы дедім де, рахмет айтып сол жерден кеттік. Солай. Сол үшін ең соңғы сол заявка түспей қалдың, болды, содан кейін уже ары қарай. Содан кейін болды. А так бір үлкен конфликті болды деп айта алмаймын. Сол кезде Жәкеңнің басы қатып жүріп бері аяғы түсінбей қалдық. Шүкір, енді ол да бір қайыр болды ғой, жұмысқа кірдік, не істедік, бәрі жақсы. Қазір Ембімұнайгаздасың. Қандай недесің? Слесарь. Ембімұнайгазда жігіттер жұмыста қазір. Мади, сен өзің енді Мадидің негізі шын аты Нұрсұлтан. Мадидің шын аты негізі Нұрсұлтан. Нұрсұлтанды бәрі Мади деп айтады. Мади, сен неге кетіп қалдың негізі? Мен өзім кетіп қалдым деймін ба? Менде де дейтін. Командада бана Ажымұқан бәрін айтып кетті ғой. Қалай болғанын, қалай жоқ кезде, ойнап жүрген кезде, мысалға банағыдай ойнап жүрдік, бағаланып жүрдік қой. Қазақтар ойнайтын кезде сөздің шыны керек, местный балдар бағаланды ғой ол кезде. Местный балдардың көбі баға ашылды деп білуге болады сол кезде, мысалы Амандосов жақсы сборныйға түсті сол кезде, мысалы мен кандидат болдым, Рома жарып кетті да. Рома ойнап кетті, мысалы Кешада ойнап кетті, қазір бар ғой. Ажы, мысалы кім, Жандос, Еркош, мысалы қазір Ерасыл, например, сол кезде бәрі ойнады ғой. Бәрі мысалы жас, мысалы местный балдардың мысалы дағы ашықты сол кезде, сол жыл деп айтуға болады, мысалы біздің. Пик ойма? Иә, пик жарып шыққан кезімізде, местныйлар ол ойнадық. Мысалы ақша жоқ, мен айтып отқандай бисай ақша жоқ, например. Жоқ қой ол кезде дым, ема кәдім. Қарап тұрсаң бар ғой, мысалы мен айтайыншы, қарап тұрсаң сол өздерің чисто местныйлар ойнадыңдар ғой. Кім келсе де бар ғой, Астана келді, Қайрат келді ма, кім келсе де сендер қатты ойнадыңдар ғой сол жолы. Дом атылған жоқпыз, бәлен ойында. Сол Қайрат пен сбор өттік қой, декабрьден кейін январға ауыстық. Сбор өттік, басында 20 күн ба? Жоқ, басында ғой. Басында январдан бастап домы фокқа кейін ешкім ұтқан жоқ бізде. Оның алдында Аят ұтып кетті. Аят ұтты, содан кейін Қайрат бір ойын ұтты да, бір ойын еше ойнап кетті бізбен сол жылы. Домы бізде сол кезде задача болды, домы ешкім ұтылмау. Ақтөбеден ұтылдық қой. И тот үшінші орынға кішкене тоже ол жерде де недоразумение болып кетті. Сол енді не үшін кетіп қалдың? Айтам, бұзе бермей жазып. Сол банағы айтып отқандай ғой, бана ойнадық, бәріміз мысалы көрдік, қиыншылықтың бәрін көрдік қой, сөздің жасыратын ештеңе жоқ, бейсай ақша алған жоқпыз. Мысалы бізде де семья бар деген сияқты ғой, семья ғой, семья бірінші очередь қой, по-любому, қанша ойна, не істе, семьяны асырау керек, кішкентайлар бар деген сияқты ғой. Тоже бана ойнап біттік, сезонды бітірдік, бұйырмай қалды да ол кезде 3-ші орын Ақтөбемен. Соның өзі сендерге қатты результат болған сияқты. Конечно, чемпионатты бір ай бұрын біз ең соңғы бітірдік. Бүкіл сол кезде бүкіл Қазақстан дейтін мысалы бәрі қарап шыққан ғой сол жылы. Мысалы сол жарыс, сол чемпионат біткеннен кейін біз неге бардық қой, Ханкапқа бардық. Ең бірінші Ханкап, бірінші сол чемпионат бітті, бір аптадан кейін біз қызып несеп тұрған кезде, бір аптадан кейін біз Ханкапқа бардық сол жылы. Чемпион болдыңдар ғой. Чемпион болатын жылы. Мен болған жоқпын командадан. Ол кезде Аққайнарға ойнады, Рома екеуі. Біз сол кезде Қамыскөл ғой да, қателеспесем. Қамыскөл, иә. Андай ғой, именно сол Ханкапта финалда Ақтөбенің соперниктері Ақтөбенің балдары да, біздің балдар өздері. За третий алдында таласқан до конца формада жүргендері сол кезде көрдік. Ханкапта қайта реванш дейсің. Сол айтып, сол кезде по пенальти беріп кетіп чемпион болдық қой, мысалы сол кезде. Сол кез сол жақсы кез ғой, жақсы кез, жақсы настроениемен бітірдік, кеттік отпускіге. Тода-сода ойнап, бізде отпуска дейтін білесің ғой өзің. Яншкин, Мақат, Сары ғой біздің отпуска. Отпуска бәрі футбол өтеді, по-любому. Сол ойнап жүргенде сбор болды, августте сбор басталды ғой. Августтен сбор өттік. Бір ай сбор өттік қой қаладан сбор өттік. Сол кезде бәрі сборда сөйлестік, келістік, бәрі нормально болатындай болды сборда. Бәрі нормально болу керек. Сенге келістің? Иә, келістім, сөйлестім, нормально. Вроде бы ондай дым жоқ вообще. Нормально жүрмін ол кезде. Как раз ол кезде мен жұмысқа шақырып жүрдім. Мен жұмысқа чемпионат біткеннен кейін жұмысқа кетіп кету керек болдым. KPI-ға кетіп кету керек болдым жұмысқа. Мен ол кезде Жәкең бана Жақсылық Байсариев ағамыз ғой енді, көп затты үйреткен. Сол кісінің мен сөзімен командада қалып қойдым. Сборда сөйлестік. Мен айттым, менде жұмыс бар, мысалы, басқа командадан да ұсыныс болды, например. Ешкімге бармай, мысалы,
ондай приоритет болған жоқ менде, барам деген сияқты. Осы болды ұсыныстар, шақырды, маған шықты. Басқа командалар шықты. Шықты, лично өзіме Басқа шықты, жақтан. басқа жақтан шықты. 3-4 команда шықты маған. Кімдер атау өзі қызық қой адамдарға. Енді Айтып оны кетші. бір енді жақсы шыққаны Бәйтерек болды сол кезде. Бәйтерек болды сол кезде маған шыққан. Бірінші Астанадан ұсыныс болды. Жақсы зарплатамен. Астанадан бірдей болды Атыраудан. Зарплаттар Иә, бірдей. иә, бірдей болды. Сосын тағы бір 2-3 команда болды. Онымен сосын олармен келіспей қалдым сразу. Олар басында сразу айтты. Олармен басында не істемей қалдым да, сол екеуінен болды негізінде. Сондай ой болды, кетемін. Сосын жұмыс болды, мен жұмысқа шақырып. Жұмысқа кіру керек болдым KPI-ға. Кірмей қалдым. Сбор басталды. Командада қалатындай болдым. Алып келістім, бағанағы Жақсылық Байсариев ағамызбен келісіп, сөйлесіп, вроде нормально болатын болды, барлығы жақсы болатындай болды. Сбор бітті. Контракт жазуға бардық бәріміз. Өзі Таразға кетіп жатырық қой. Кубоктың алдында ғой контракт. қалғанда. Кубокқа Бұрын кетеміз. кетіп қалды ма Мади, сенен бұрын? Жоқ, мен бірінші барып қалдым. Мен жазу керек болдым контракт. бір айдан кейін кетті ол. Контракт жазайын деп жаттық. Бардық бәріміз. Менікі условиям басқаша. Дәл солай қалды менікі. Келіскен суммасынан короче Иә. басқа болса бұл Жандос екеуі жазбай қалып тұр ғой контрактты. Мен сол Ертең кезде кетеміз Таразға уже. ертең кетіп жатыр Таразға. Біз барып тұрып, бәрі нормально сияқты болды. Вроде бы бәрі нормально. Келісілген Барсақ, сумма, документте басқа сумма. Басқа Иә, тұр, иә. иә. Сосын? Сол кезде Сол сосын мен жерден жазбай, басталды иә, вообще. сол кезде руководствомен шамалы не істеп қалдым да, кетіп қалдым жазбай. Контракт жазған жоқпын. Тренировкаға бардық. Настроение жоқ, тренировка жасайтын сол кезде. Ертең кетеміз уже, кубокке кетеміз, Таразға кетеміз. Таразға кетеміз, сол кезде енді бана Талап ағамыз бар, сонымен ақылдасып, көп сөйлесіп. Кететіндей болып аттым сол кезде, негізі кубокке де бармаймын ғой деп. Кетемін ғой деп. Сосын Каким-то образом білмеймін, қалып қойдым командада. Көндіріп алып. Жаздым контрактты, сөзің шыны керек. Сол бана Сол суммамен сен жазды. істемеген сумманы. Иә, Өзің қалап тұрмаған өзім қалап тұрмаған суммама, мысалы мен, өзім принцип бар да өзімде, например, мен недостойнымын ба, мысалы мен соған лайықты емеспін ба, мен сұрамаймын ондай затты менен. Ал мен өзім соған лайықтымын, Уже например. ана жылдан кейін ғой Иә, қазақтардан кейін сезон мен сондағымен мен руководстводан мен андай маған аспанды берші деп сұраған жоқпын ғой мен ол кезде. Шамалы По мере возможности. Иә, қолынан келеді, қолынан келеді, істей алады. Онда тұрған дым жоқ деп ойлаймын руководстводан, ешкімді жамандамаймын мен. Білмеймін, соған лайықты болған шығармын деп ойлаймын да өзімді. Сосын сондай берген жоқ мен сол кезде. Енді көп ойландым, енді кеткім келді, например, мысалы. Кетейін десем қайда барамын? Ол кезде командада бірақ Жако кетіп қалды. Қалған бәріміз бармыз. Иә, бәріміз бармыз командада. Бірінші кетті ең Жако бірге. Жако ол сезонды бітірді де сразу кетіп қалды. Жазбаймын деп сразу айтты. Біз қалып қойып тұрық қой бәріміз. Мен қалып қойдым, жалпы мен де кету керек болдым. Мен қалып қойып тұрмын командада. Менде просто өзімде не болды? Бір қалып қойған бірдеңе болды, сборныйға бару, сборныйға түсетін бір мақсат болды менде. Сол немен қалып қойдым. Сен жалпы Мади претендент болдың ғой да? Болдым мен Сені претендент. барлығымыз айтып жүрдік, неге именно Мадиді алмайдық? Мен білемін ғой, Ажмұқан бәрінің ойындарды білемін, қараймыз бәрін сырттай зрительдер біледі ғой жалпы, кімнің выделять етіп тұрған конкретно ойнап беретіндей бар ғой. Мен ойлайтын болдым, Жако мен Мади достойны конкретно баратындай. Екеуі Жаконы шақырды. Екеуі бір моментте бару керек болды. Екеуміз бару керек болдық. Сол банағы неден ғой, сол жақсы ойнап, бана дома Қайраттан очко алдық, біз ничья ойнадық, сол кезде уақыт қой, как раз екеумізге Екеуінің визасын сұратты. Администратор кету керек болды. Иә. Бірақ именно сборныйға жақындаған кезде мен сұрап қаламын. Ой. 4 ойын ба уже ойнамай қалды. 4 ойын, 6 ойын ойнамай қалдым. Біреуін 2-6 ойында Пахым кетіп қалды. Бәйтерекке барып, Бәйтерекке ойнап қалдым да. Ойнамай қалдым. Сосын Аятпен тоже тырнақпен проблема болды да, операция жасаттым тырнаққа. Сонымен бір аптадай жатып қалдым да, в общем, бір ай ойын ойнаған жоқпын ғой, бір ай бойы. Очень көреді ғой тренерлер бәрі. Иә, ойын қараған, не істеген. Шақырмай қалып тұр. Иә, содан кейін мен алып тастады. Пайдес, Жако, бана Жақсылық екеуміз неге бару керек болдық? Словенияға бару керек болдық, отборочный этапқа сборной Қазақстанмен. Соңғы ойын ғой да. Бұйырмай қалды, иә, соңғы ойын. Словениямен отборочный этап соңғы ойын, соған екеуміз бару керек. Жауылмай қалған гештальт болып қалған. Сол ғой, иә. Сол кезде еще тренировка келеді бәрі, тренировка келеді, анандай ғой. Мади мен Жако типа құтты болсын. Құттықтаймыз ғой. Бәрі құтты болсын ғой, иба уже андай қуаныш қой, арман болды. Өзімде арман болды сборныйға ойнау деген бар ғой. Кім келгісі келмейді. Соны айттым, сборныйға барамын ғой деген ой болды менде. Сонымен
мен иә бәрі алланың қалауымен ғой, травма болып қалдым, сондай не қалып қойды да ішімде бар ғой, барғым келді енді өтірік жасыратын ештеңесі жоқ. Енді анандай қылып айтсайды саған, келеді де тренировкаға, мысалы айдос сен сборныйға барасың десе, визаң жібер, иә, дайын. Қазір бүйтіп айтып отырсыз ғой, соның өзінде кей жоқ волнует. Маған еще тренировкаға рус айтады, сен паспортын жібер, загранпаспортыңды дейді. Жіберемін бәрін. Администратор, сборныйдың администраторы сұрап жатыр дейді ғой, ема анандай ғой, күшті сезім ғой, ема сборныйға барамын. Иә, ема ешкімге айтпай жүрмін еще бар ғой. Тренировкада бірақ бәрі айта береді, құтты болсын, мысалы тренер келіп айтады, ема күшті сезім. Сборниктер де прикол ұстап. Иә, сборниктар деп келеді бізге уже, бәрі сборниктар келатыр, анау жасаған бөлек қой, анау қой, мынау қасың ғой да. Дәл сол кезде күшті кез сол, үй аламда бармай қаламын ғой как раз. Ақым кетіп қалады, бәйтерекке кетіп, бәйтерек біткен ғой, көп айтпау керек еді. Еще тырнағым проблема болады, тырнақтан жасатып. Сондай бір несі чемпионат біткеннен кейін кету керек болдым мен жұмысқа. KPI-ға кету керек болдым мен алабат. Сосын просто бағанағыдай қалып қойды бірдеңе бар ғой, сөздің шыны керек қалып қойды. Сборныйда ойнау деген менде принцип болып қалды сол кезде бар ғой. Барам мен деген сияқты бар ғой. Еще Брайми сбор дейтін қатты өттім, еще сол сбор. Оның алдындағы сборларға қарағанда, 2 жыл бұрынғы сборға қарағанда, мына сбор именно мен қатты өттім. Мысалы 100% дайындалдым, дұрыстап не істеп. Сондай бір өзімде бір цель болды да, сборныйға барам деген сияқты бар ғой. Түсу керекпін деген сияқты. Мүмкін сол кезде бұл келіскен суммасын жасап бергенде Мадин может әлі жүрер ме еді Атырауда, иә? Сол кезде істеп берсем мен қалар едім ғой, ол кезде содан кейін ол уже уайымдамайтын еді да жұмысты. Ол бана мысалы бәрімізге де белгілі нәрсе ғой. Сен мына жақтан зарплатың көп емес болса, семьяң дейтін уже фокус бөлініп кетеді ғой негізі. Мысалы профтарда жалпы жақсы зарплат болса, оның фокусы бөлінбейді да, бір фокуспен жүреді. Ақшасы жетеді да семьясына, ойламайсың сен уже, семьяны бар ғой, ойламайсың да, енді былай ойлайсың ғой енді, ал сен ақша жағынан уже ойламайсың, все, болды, мен зарплата аламын, маған оны түседі, там мен фокусым уже чисто тренировка деп ол уже проф считается, а любитель жасайды, жұмысында жасайды, фокус көп та, ода фокус көп уже. Сол ғой, уайым көп уже. Любитель, біздер енді келдік қой, любитель болып жүріп, өзіңді формада ұстау қиын. Мысалы, моделер день-ночь жасайды, адам уже түнде ұйықтамаса, бағанағыдай организм тоже қысырып береді да, біздер 14 күн уақытта. Біздер чемпионат кезінде уақытыдан енді басшылыққа көп рахмет, уақытыдан сұратып алады, бірақ тоже 12 сағат жұмыс жасайсың, таңертең 8-ден кешкі 8-ге дейін, сен кешкі 8-ден ішке келіп, сөзіңді бөлейінші, мен жалғастырып тайыншы, родной. Сен өзі любитель жаққа қарай кетіп қалдың ғой. Мен бөсіп. Сол бағанағыдай жаза алмай қалдым контракт, жазбай кетіп қалдым. Сосын енді бағанағыдай тренермен сөйлестім, ақылдастым, мысалы талаппен де ақылдасып ағамызбен. Қайда кетесің деді да қазір ана менде ол кезде кеткім келген жоқ ешқайда, желание жоқ кететін. Сол кезде кубокке баратқан кезде бір күн қалғанда сол келесі күн жазып тастадық қой да, келесі күн сол алып келді, соны жазып тастадық сол контракт жазып тастадық. Келіспей жазбай қалды, келіспей едік, жазып тастадық сол. Болды, содан кейін мен сол жылдан бастап уже не түсіп кетті ғой уже футболға деген, неге командаға деген, оны ешкім жасыратын ештеңесі жоқ, оны дейтін тренеріміз Жақсылық Байсаритов өзі де біледі да, ол кезде мен айттым. Бұрынғы ойыны жоқ болып кетті. Мен айттым сразу, мен жазып тастайын дедім, базар жоқ жазып тастадым, мен жазып тастадым да, бірақ мен сол жылы командадан мен 60%-ын ба былай. Ол видео айтты, короче. Мен де берген зарплаттарына қалай зарплат берді, сондай ойынды ойнайды. Мен өзіне принципиальный да бұл. Енді оны ешкім барған жоқ. Оны айта алмайды ғой, сен қате деген сияқты. 100% үшін тренировкада дұрыс жасаған жоқпын, как раз тренировкада 100% берілмеймін, ойынға да то же самое шығамын. Красный алып, семейге бардым, как раз. Сонда бір семейде андай, ол кезде семей құрылып жатқан жыл ғой, как раз семейге қарсы өзімше ашылып, бір өтірік болса да бірден болып еді сол кезде, Монимо деген. Онымен бардым да Бесойынға красный алып кеттім. Чемпионат біткен деп Аятқа қарсы ойнадым. Аятқа бардық, как раз сол кезде Аятқа кетіп қалдым. Как раз мен жұмысқа керейін деп жүрген кезім, KPI-ға керейін деп жүрген кезім, как раз. Мен сол кезде Аяттан жүрдім, сол. Енді бағанағыдай тренерден, бағанағы руководстводан ешкімнен көрмейсің ғой. Бәрі мысалы осындай дәрежеге бана айтып отқандай, осындай дәрежеге жетіп отқанымыз, мысалы себепкер ғой біздің осындай ойнап, өсіп, не істегенімізге, оларға тек 1000 алғыс қой, тренерімізге доверять етіп бізге сені ойнатқанға. Просто бағанағыдай сондай бір не болып қалды да, бір өкпе болып қалды да, бір қалып қойған.
неге деген сияқты бар ғой, мен недостоин ба деген сияқты бар ғой. Былай қарасақ ойнадық, мысалы бәрінде де жүрдік қой, қуанышта да жүрдік, қиыншылықта да жүрдік, командамен көп затты көрдік қой. Сол кезде бағаланбай қалды ма деген сияқты болып қалды. Мысалы біз неге местный балдар деген сияқты ғой, біздер недостойнымыз ба деген сияқты бар ғой. Сондай не болып қалды. Сосын мен аятқа бардық, келдік, соны сөйлестік, сол как раз басыловтермен сөйлесіп сол кезде көрерміз деп қалдық қой енді. Как раз аятты жүрген келдім қалаға, экзаменге дайындалып жүрмін ғой, жұмысқа кірейін деп. Собеседование өттім как раз. Чемпионат басталады деп жатыр, город чемпионат басталады, 1-2 басталады ғой деймін. Солай 1-2 басталады. Бірінші екінші ойнамадың, по-моему, да? Ойнадым, ойнап кеттім. Иә, мен келдім сол кезде. Отырмын жұмысқа, кірем ба 100% деп сұрадым. 100% деді. Сосын айттым мен, командадан кетемін. Контракт сонда расторговать етесің ба? Қалай болады ол жерде? Иә, екеуміз екі жақтан обоюдно расторговать етіп тастадық. Иә, мен сол кезде бардым да жазыптым, олар жазыпты, мен жаздым да кетіп қалдым сол кезде. Ешкімге ренжімейсің ғой, просто өкпе қалып қойды да. Вот и все. Сол ғой банағы. Вот и все моя. Сол сені негізі жақсы неде нотада шығарып салу керек еді негізі. Банағыдай кетіп қалдым банағыдай. күштетіп картинкамен, шапанмен, жақсы еді. Достоин сома десең шынына келгенде. Бір жағынан енді андай ғой, руководствода, тренерде, может, Мадиге ренжіп қалды ол жерде бар. Ренжіп қалған. Потому что сезонның ортасы, трансфер жабық, ключевой игрок команда кетіп қалады. Түсіндің ба? Тоже қиын. И олар ренжігенде екі жақта да, короче, недоразумение ғой. Бұл енді зарплатасын көптеу сұрады, олар берген жоқ, бұл енді кетіп қалды бар ғой өзінің приоритетімен енді. Олар тоже ренжімеді. Я просто андай бір сөздері болды ғой енді айтқан. Ол жерде кішкене қалып қойды да уже дейді. Неге айтпайсың соны қазір? Жоқ, оны не істейсің? Ол ауыр ауыр. Бәрін айта берген. Иә, оны айтса ол ауыр болып кетеді да уже. Бізге сол. Жоқ, ешкімге өкпе жоқ. Иә. Айтқанда енді көреді. Бәрі көреді, ағаларымыз сыйласамыз. Сыйласамыз әлі иә, көреді ол енді. Бүткіл енді бәрінің көкейінде жүрген сұрақ қой, енді танитындар тікелей сұрайды, танымайтындар білгісі келетін шығар деймін да, тоже ол нәрсені. Аяқ астынан кетіп қалдық қой. Бәріміз подряд кетіп қалдық қой. Жако кетті, 2 айдан кейін Жандос екеуміз кеттік. Бір айдан кейін Мади кетіп қалды. Сосын айналып келгенде Такем өзі қалып қойды ғой. Инстаграмға футзал Қазақстан бәрі біледі ғой. Соғанда шығып отты ғой қайта да. Сен кетіп түсінбей қалды ғой, футзал Қазақстан сол кезде шығарды ғой, неге деген сияқты. Бәріміз сол Инстаграмға жазды ғой, еще личкімен маған жазды футзал Қазақстан. Жазды, бәрімізге жазды сразу. Опубликовать етейін ба, шығарайын ба, не үшін кетпасыңдар деген сияқты, что за проблема деген сияқты ғой, орыс қой. Сосын айттық, работа деп сол кезде енді оған ал дейсің, біз қайтпайсың ғой. Иә, жігіттер жақсы әңгіме болды. Іштенде біршама нәрсе бар екен, жиналып болған екен. Жақсы подкаст болды жалпы. Енді бұл жерде мақсат, итог бізде былай местный балдарды конкретно қолдау керек біздің Атырау. Итог сондай бізде алда уақытта местный жігіттер, жас ойыншыларды бағалану керек. Ол балдар банағыдай фокус бөлініп жүрмеу керек та, конкретно проф па проф зарплаттарын лям қою керек. Сол мыяққа көңіл бөлмеу керек деген. Сол жөнінде тоже менде мысалы өзімде бір мынандай мнение бар, енді мүмкін қолдар, мүмкін біреу қолдамас деген сияқты. Например, проф ойнайды балдар, иә. Мысалы Рома, Кеша тоже сборныйға барып отыр. Қазір енді біздер кеттік қой. Такеңдер бар. Мен ойлаймын, олар мысалы жазда ойнамау керек мысалы райондарда. Олар неге ойнайды? Ақша жоқтықтан ойнайды. Семья асырау керек мысалы. Такенің өзі ойнап жүреді ғой да. Біздерде андай ғой. Отпускной береді бір, сосын ар жағында 2 ай болса, 2 ай сен зарплата алмайсың, демалыста. Сол жерде енді игроктарды сақтап қалу мақсатында МФК Атыраудың руководствосы отпусканы көптеу беру керек, мысалы 2 окладтың ба, может, или может зарплаттарын полный жүргізу керек та, 12 айын толықтай, чтобы и запрет беру керек райондарға ойнамаш. Мысалы кішкентай травмалды, мен оны былай түсінемін. Ол сол жылы кішкентай жазда бүткіл не бар бәрін ойнап шықты. Аққыстауға барды. Иә, Аққыстауда батыспен. Еще Аллахтың қалауымен бәрін чемпион болды. Тек Ганшкенде орын алған жоқ. Ганшкен ойнады. Бізге дамбы болып сол жылы Большойға шықтық. Большойға ойнады, чемпион болды тоже. Астанаға барды, ЛФ чемпион болды. Ханкапқа барды, чемпион болды. Бәрінде ойнайды. Адамның организмі ол біздер любительдер сияқты емес қой, біздер демаламыз. Тренировка жасап, ол күнде тренировка жасап, целый 10 ай бойына дейші. 8 ай ма чемпионат. Целый чемпионат тренировка жасайды.
бүткіл организм демалмайды, походить ете береді. И ол отпускіге келген уақытта ол отпускі не үшін и сбор не үшін, например, отпускі ол адамға уже қолына сен бәрін сброс жасайсың ғой, бүткіл настройкаңды. Бургер, кола, ет, мет, не бар, бәрін жейсің мысалы. Сен вещь жинайсың да. Сбор сол есті тастап тонусқа келу үшін нәрсе. Сен сборға бізде қазақтар менталитеті қалай? Сборға дайын барады, сборға дейін өз жүгіреді, пахать етеді да. Сбор саған бір ай не үшін? Формаға келу үшін да. Ал сол кеше целый соның бәрін пахать етіп, ана бүткіл жазда ойнап, алған қалуымен травма алып қалды мысалы. Мен енді өзімнің анализім бойынша мысалы соның бәрі мысалы мышцалар забиваться етіп, шаршап, өйтіп, и болмайтын жерде қуантып, бір мышц несі кетіп қалды да. Ол қуанбай басқа кезде де ол секіріп түсетін болса, ол бәрі жыртып кететін сияқты еді да, менің ойымша. Потому что мышцалар бәрі уже қатып жатыр. Гол салып қуанып тұрамақ болды. Соны мысалы сондай нәрселерден сақтау үшін енді ар жақ тонкостарға біреу мән береді, біреу мән бермес, бәрі кішкентай тонкий нәрселер ғой. В футболе мелочи не бывает дейді ғой, енді футболда мелочь нәрсе болмайды. Сол үшін отпуск кезінде оларды кәдімгідей толықтай бағанағыдай контракт жазғызып, ключевой игроктарды да именно райондарға ойнатпай, отпускіде отпускный беріп, семьясымен мысалы, қарашы, Турсагулов, бір Оразовтар отпускілерін мысалы Умраға барады, бағанағы Дубайға барады, өздерімен да. Приятно, да, мысалы? Действительно, проф деп айтасың, көресің да оларды. Ешін любитель ойнап, шаршап жүрмейді да. Біздің балдар не, олар амал жоқтықта ойнап тұр ғой. Бізде де сондай болды. Сол бір не ғой, нәрсе ғой. Дұрыс. Сондай футбол түсінетін адам, мысалы енді. Мынаған не жоқ, қойды ғой, не араласады деп айтатын да шығар енді, білмеймін. Бірақ енді өзімнің ойым ғой деймін да, енді балдардың денсаулығы деген сияқты. Енді сендер кетсеңдер де по-любому Атыраудың жанашырсыңдар ғой енді. Кеттік еміз деп ол емес қой, артта өсіп кеткен поколение по-любому бар. Конкретно айтқанда дұрыстап зарплата алып, дұрыс не істеу керек қой, дұрыс жүру керек қой. Проф ойнай ма, проф конкретно ойнамау керек бағанағыдай жүріп, ол ертең Атырауымыздың атынан представлять етіп сборныйға түсу керек, ол мақсат сондай болу керек қой негізінде. Енді ол Аққыстауда ойнап жүрсе, анда ойнап жүрсе, қалай сборный Қазақстанға барады ол? Барады бір бала кетті, Аққыстауда жүрген, далада жүрген бір бала кетті, аяғына кіре салады просто, болды, завершение карьеры. Болды ғой, конечно. Ол да дұрыс. Банағы тоже помимо мына балдардан басқа, мысалы, ойнамай қалған балдар да көп негізі. Мен балмып кетпей есіме түсті. Аманқос Бекзат. Бар біздер қазақтар болып шығатын кезде ол болды составта. Болды командада, иә. Жақсы бала ол. Жақсы бала. Өте футзальный, Бекзат пен Еркош, мысалы таза футзальный бала, иә. Бірақ еріншектеу. Қазір енді мен мысалы, ақылым ретінде айтайын. Жастарға айтып отқаным, ол сен талант береді да, талант беріп тұр, талант бөлек талант, екеуі де доппен жұмыс жасау, жүру, вообще басқаша ғой, екеуі де кішкене выделять етеді бәрі басқалардан. Бірақ еріншек. Сол жылы біз Нұрқараз болып жүрген кезде келмей қалып, не істеп, тренажерге келмей, Еркошта да бар ондай. Бірақ Еркош енді көп жерді мойындатқан бала ғой. Негізі амандосып жақсылықтың сборная қалай түскен көбі білмейді, например. Ол өзінің еңбек қорлығымен сөйтіп, мысалы, Жако сияқты ешкім пахать етпейді. Ол қазір өзі футбол проф қойып кеткеннің өзінде қазір ол өзін проф сияқты қарайды да. Ол Алла қаласа ол ойнайды бар ғой 50-ге дейін. Ол қазір даже оны алып бір проф команда қойса да ойнайды. Ойнап жатыр ғой қазір. Ойнап первый лигада вообще айтамын. Премьер-лигада ойнайды. Жако сияқты ешкім еңбекқор емес. Оның сборныйға түскенін көрді, оның ар жағындағы еңбектенген ешкім көрген жоқ. Біздер бетін көреміз дейсің. Иә, одноразово жасап жүрген кезде тренировка. Кешке мысалы 6-7-де ол как раз набережный жақта бір үйде тұрды. Келеді андай салбыраппен не болды, шаршап жүрсің, сен таңертең 5 километр кросс жүгіріп алайын деп бар ғой. Или тренажерге барып алайын дейді. Сондай болды. Бір мезгіл болса, өзіне 2 мезгіл жасап алады тренировка. Соның еңбегінің жемісін көріп, ол сборныйға түсіп кетті бар ғой. Менің өзімнің енді выводым ғой жасап тұрған. Сөйтіп еңбектену керек деп жатқаным ғой жастарға. Қандай случай болсын, ол хоть проф, хоть любительский, лучше болғысы келсе. Мен сачковать етпедіп. Енді сен енді бәрі молодой кезіңде жасап тастағансың ғой, сен өзің фундаментің көрдің ба? Қалмайды, кетпей тұр ғой. Сен енді футбольный интеллект мықты болып тұр ғой бәрібір. Сен талант не пропьешь ғой, по-любому. Сондай енді өзім көріп жүргесін, бірге не істеп жатқасын, балдарды білем ғой, кім қандай екен.
бір еңбекқор болған адам барады да түбіне. Иә. Қазірде де енді біздер футзалды қойып кеткеннің өзінде де бәрібір тастамай тұр. Потому что енді манағыдай ғой, барамыз Атырауның атынан деген сияқты бар ғой. Бәрібір өзімізді игровой тонуста неде ұстау үшін бәрібір бақа айтамыз, ол біреулер ойлайды, типа ойнады МФК-да соны мен әлі жүр деген сияқты бар ғой. Ол енді ар жағында еңбектешіп көрмейді ғой на самом деле. Сен де өзің де мысалы футбол ойнап жүрсің, еңбектеніп жатсың, оны ешіп көрмейді мысалы бар ғой. Еңбектену керек, результат болады. Результат болады ғой, иә. Еңбектеніңдер, короче. Еңбектеніңдер, иә. Жалпы енді келіп жатқандарыңа Алла разы болсын, көп рахмет, жақсы подкаст болған сияқты деп ойлаймыз. Көптеген жаңалықтар естідік. Итог бана сол айтып кеттік, местный голдар ғой всегда. Местный голдар үшін тапить етеміз всегда. Біз жасымыз бәріміз замандаспыз ғой примерно. Қазір өсіп кеткен поколение 2005-тен жоғары төмендер бақайт етіп, бана көп не істемей, өзім қасымда Али менің тренерім ғой, енді менде ғой Али, Асылбек Алиді айтып отырсың ғой. Соны всегда айтамын, дисциплина, в первую очередь. Тыңдап білу керек. Ол ағалық ақылды, ол өте жақсы тыңдайды. Сондай балдар өседі да, андай. Айтам, дисциплина, тренировка, ерте ұйықта, үйіңе бар деген сияқты, қыдырма, темекі шекпе. Жастарға қазір көп қой, возможно. Возможно, көп қазір көп. Мысалы, проф болып кету қазір жаста қазір болады ғой, деп кету. Кім бақайт етеді деген сияқты еңбек етсе, көп қой, возможно. МФК-да мысалы есік ашық қой, местный болған біреу жарып тұрса, элементарный мысалы Дониді алды, например, командадан. Абат бар да? Абат бар местный балдардан. Құлсардың балдары бар, алып отыр ғой. Ешкім не істемейді, бұл шанс та қазір жас балдарға. Еңбектену керек. Бағанағыдай. Мына чемпионатта жақсы да, көрінуге. Чемпионатта. Конечно. Жоқ, ол енді приоритет болғанмен де МФК Атырау. В целом, сол арқылы нан тауып отырсаң да, ол саған күшті. Артық етпейді ғой. Чемпионаттан ойнап көрсету керек қой жастар қазіргі. Еңбектену керек қой бірінші очередь. Ойнау керек, конечно. Жас кезде ойнап болу керек. Адам өзінің аты үшін, өзі үшін бірінші первый очередь жұмыс жасайды ғой. Жас кезінде бірінші адам мақсат ақшаны оймау керек қой жас кезде. Сол жаман ақшаны қояды бірінші очередь. Неге көп бермейді, анау неге аз береді. Бірінші очередь ақша болу керек деп ойламаймын жастарға қазіргі бар ғой. Өз ойым мен. Дұрыс айтасың. Конечно. Еңбектен көрсет, сосын ол саған ақша, содан кейін саған жұмыс жасайды. Конечно. Содан кейін саған өзі келеді ақшаның, құрсын смелый келеді. Еңбектенсең. Конечно, сен өзіңді көрсетіп, ақшаның атынан қумай, ойнап, көрсетіп, доказать етіп, бәріне көрсетсең, ақша сосын саған жұмыс жасайды уже. Бір турнир алып тастап, или там біреу бүйтіп көрсетіп кетіп, демалмау керек қой, общем айтқанда. В целом, сен үшін, в общем, басқалар айту керек қой. Қазір енді жастар көп қой қазір, мысалы, тикток, бететте салып қояды, мысалы, да? Бететте салып қояды, ар жағында ол воротаға да теппеді ма, құдай білсін, да? Бірақ в целом ойнап, қала сен туралы айтса, сен уже достижениеге жеттің деп ойлаймын. Ой, жаман айтса да. Бәрі обсуждать ету керек. Потому что уже сен обсуждаемый адамсың, уже сен что-то сделал для себя, да? Сөйтіп ойлаймын енді өзім. Енді қорытындылай келейік. Жақсы әңгіме болды. Енді осы жоба ғой, енді бірінші ашып, бірінші рет қонақ болып жатсыздар. Бірінші рет. Болды осы күнге дейін, бірақ мен өзім бір нәрсені істесем, качественно істегім келеді. Андай сен өзің айттың ғой, веб-кабинка анау. Ондай нәрсе ұнатпаймын мен. Конкретно студия, бағанағыдай. Бұл жерге де мысалы нормально ақша кетеді. Біз егер ары қарай осындай подкасттың, осындай жергілікті ойыншылардың енді адам басында дейтін не болмау керек қой? Қалай айтады? Граница болмау керек. Шектеу болмау керек. Мен тек местный жігіттерді шақырып отырмын, ол дейтін емес. Мен ары қарай может басқаларды шақырып қоямын, бұл тек бастамашы шығар деген сияқты. Сборниктерді, конечно. Ол шектеу дейтін болмау керек адам басында. Енді әркім әртүрлі ғой, білесің ғой, мен айтып отқаным, типа Инстаграм жүргізіп жатыр, неше жүргізіп жатыр, үйлеспейді, анау білесің ғой, әңгімелер, неше түрлі әңгіме жүреді. Адам личный брендін дамытса, ол дейтін жақсы да. Жақсы подписчигің аз шығар, бірақ личный брендін дамытып жатырсың, жүріп жатырсың. Осындай нәрселерге жайлап кетсің да, жайлап. Енді біздің айтатынымыз осындай подкасттар көп болса десеңіздер, жалпы көп болса десеңіздер, осындай жігіттерді көбірек көргіңіз келсе, біздің осы
атын да қазір мен осы жерде айтып кетейін, дос подкаст деп қоямыз атын. Осындай жігіттерді көргілеріңіз келсе, бізге осы спонсор боламын десеңіздер, кәсіпкерлер бізге шығып иә, ағалар, бауырлар көмектесіп қолдап жіберсеңіздер, өте жақсы подкасттар әлі де болады деп ойлаймыз енді. Біз әрқашан ашықпыз, былай айтқанда. Иә. Ол жерде тек ойыншылар емес, мүмкін бір командалардың үлкен руководство, представительдері деген сияқты тоже жақсы әңгіме айтылады. Ағаларымыз бар, бауырларымыз бар, футболда жүрген деген сияқты. Жанашыр ағалар көп қой қазір қалада. Комментарий жазып кетіңдер, келесі кімді көргілерің келеді. Жалпы енді мақсатымыз бір ғой, жергілікті спортты дамыту, иә. футзалды, жас таланттарды ашу, қолдау деген сияқты. Подкасттың, өзіміздің дос подкасттың рубрикасы дейміз, фишкіміз бар өзіміздің. Бір келген қонақтарымызға біз сыйлық береміз, қонақтарға өздеріне де айттым, сыйлық. Бір-бірімізге сыйлық береміз, сыйлық араның махаббат жақындастырады дейді ғой. Әрине. Құранда да сөз бар. Мынау дос спорт, білесіздер ғой, дос спорт магазин. Өзіміздің ашқан магазиніміз. Бұл жерде енді аж өзіңе бүйтіп көрсетіп қояйық, дос спорт. Мерде енді ішінен ажы ол жерде бағанағыдай көрерсің өзің. Қандай сыйлық, бірақ мен Мадидікін көрсеткім келіп тұр. Мадидікін көрсетейінші. Смело. Мади енді мен өзім легенда 17 ғой, капитанский повязка ғой Мадиге. Мади, өзіңе тағарсың капитанский повязка. Толсын. Толсын, нерде? Аж сен өзің подаркың бар ғой. Иә. Мен енді Мади ағам, біз Мади екеуміз руласпыз, кстати. Білетіндер бар, білмейтіндер бар. Себебі ол да сенің нағашың. Иә, айналып келген. Иә, мен ажғадан нағашы деп крупный планмен алып жүрсем, мен өзімнен жеке подаркым, мен бауырыма. Әйелі ренжит кішкене, мен неге салмайсың анама деп. Мен айттым, өзің жасап берерсің дедім. Кім жасап беріп отыр мынаны? Бұл дос. Дос неге хабарласыңыздар, әдемі өте. Мади. Осындай сыйлық саған. Рахмет, Алла разы болсын. Всегда радиодан шығарды. Иә, былай қасыңдамыз ғой енді, Жако екеуміз үшеуміз тұрып мында. Қасыңдамыз, былай күндерде де ойында Бұл да. сөйтіп сіздерді істеп отырамын ғой. Еске алып отырамын ғой. Яна Рахмет. Тағы алмалық сыйлықтар ғой, носки. Өздерінің носки бар, не бар. Болды. Болды, Алла разы болсын, дамы берсін, магазиның, өзің школың өсіп, ойнып, қаладағы үлкен магазин, үлкен рахмет, футбольный клуб болсын дейміз. Біздің сыйлығымыз ма де өзің? Иә, біздің сыйлығымыз бар, енді кішкентай болса да енді үлкендей көресің ғой. Проф кезімізде енді өзіміз осы форманы киіп, осы нені киіп жүрдік қой. МФК Атыраудың формасы, иә, кететін жылдағы өзімнің формам ғой. Пятый полевой. Әдемі. Өзіңе мен енді көп рахмет бауырым, Алла разы болсын. Мәса, сенде де форма. Мынау бізді ЛЧ-ға шыққан жылдың формамыз, короче. ЛЧ-ға шыққан жыл. Қатты ұнайтын форма. Тарихи форма деп те айтсақ болады. Кім ЛЧ-ға шығып отыр, мынау, короче, зекетелерді көрген форма. Спортты алмай қалып тұр ғой біз. Мынау, саған сыйлық. Алла разы болсын. Өсе беріңдер. Рахмет. Екі форма. Андай неге картинке салып қоятын сияқтымын мен, неге апарып. Киіп жүрсең өзің білесің. Алла разы болсын жігіттер. Шоқайға беріп жіберу жоқ. Көп рахмет, келгендеріңе көп рахмет. Бір сөзін тастамай. Енді жастарың үлкен, Алла разы болсын, ағалық ақылдарыңды айтасыңдар. Жалпы аға ретінде сыйлаймыз сендерді. Көп рахмет. Білесіңдер поддержка қалай беретінімізді. Басқа айтар ештеме жоқ. Көп рахмет. Тағы да келгендеріңе. Месе жігіттер бағалану керек, ал біз соларды көрсетуге тырысамыз. Келесі подкасттарда қайта жолыққанша. Көп рахмет. Рахмет жігіттер, оператор жігіттер, рахмет. Рахмет, өте күшті өтті. Болды. Тем болады. Айта біріншіге Нормально сияқты. көрген сақшы бір сағат. Бір сағат. Фото түсіп қояшына формулармен. Сен ортаға тұр, біз ұстап тұрайық екі жағына. Қайсысымен сөйлесің ба? Менікімен сөйлесші, Алиш. Сен өзіңдікін. Баспаған қызылым. Көтеріп тұрма, Янаның алдында микрофон көрмей қалмыз. Не айтамыз? Подкаст өте әдемі. Қараңыздар, бағалаңыздар.
жазылыңыздар каналға. Осындай подкаст көп бола берсін деймін ғой, дами беріңдер бұйырса. Маған подписать етуді айтып жіберіңдерші. Досблокқа подписать. Доспортқа, сосын Менен отписаться тоқтамады. МФК досқа, сосын Доспортқа, Досблокқа бәріне. Мадиев Нұрсұлтанға, сосын Ажмұқанға подписать етіңдер. Рахмет көптер. Тема жігіттер. Красавчик. Пиз фото салып қойсың ғой. Фото дейтін ол Алматқа Мен жауап айттым, мен өзің жасап бер дедім, мен сен қоспаймын. Мынаны жасатқым келіп жүрді де бір ойлау болып жүрді, шиток жасаттым деп сұрау, сен енді бірге айтпай ақ қой. Андай кек бола береді бесплатный шитоктар бар ғой. Толып кетті үйде.